Так, кеттік. Цифрларының айырымы 2-ге тең, цифрлардың квадраттарының қосындысы 52-ге тең дейді. Ол қандай екі сан? Вариантпен қолай саламыз, хорошо? Цифрларының айырымы 6-тан 4 тазиса 2. Дұрыс қой, иә? Квадраттардың қосындысы дейді. 6 квадрат қосу 4 квадрат. Көре 52 шығар екен. 36-ға 16 қоссаң, 52, иә? 24. Иә. Дұрыс қой? Ой, 16 екен ғой. 16 қосу 36, 52. Ой, 52. Сонда бізде сан 64 болып тұр ғой, бірінші вариант. Сразу осылай формуладан көрі вариантпен қолай салғанымыз тезірек болады. Кеттік келесі есеп. АБС үшбұрышында дейді. Суретін салайын. АБС. Бұрыш Б бізде 60 градус екен. Мені қайта шығарып жатыр. Білмеймін неге екен. Қазір. Так, кеттік. Бұрыш Б 60, АБ 2-ге тең дейді, БС түбірасты 3-ге тең дейді, Б-ді биссектриса. Биссектриса дегенде бұрышты 2-ге бөлетін кесінді, иә? Биссектриса мынау Б-ді болсын. Енді қараңыз, жалпы Б-дыны біз L деп аламыз. L всегда биссектриса деп математикада белгіленеді. Биссектриса. Енді L биссектрисасын таба қояйық. L-ды табу үшін менде арнайы формула бар. 2, яғни L деген биссектриса қайда түсіп тұр? Асы табанына қоя, асы табанын мен А деп ала салайын. Онда мына қабырға Б, мына қабырға С болсын. Онда биссектриса түспеген 2 қабырғаны көбейтем, 2-ге Б-ны, С-ны көбейтем, и көбейтемін именно биссектриса Б несінен шығып тұр ғой, Б бұрышынан. Осы Б-ны 2-ге бөлем, яғни альфа бөлінген 2, и бөлімінде Б қосу С. Осындай бізде арнайы формула бар биссектрисаның. Сонда 2 көбейтілген Б деген 2, С деген түбірасты 3, көбейтілген косинус альфа деген 60 қой. 60-ты 2-ге бөлем 30 градус, иә? Бөлінген 2 қосу түбірасты 3. Келесіз ба? Енді есептей салам. 4 түбірасты 3 көбейтілген косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 2. Солай ғой? 2 қосу түбірасты 3. Енді келемде 2 мен 4-ті қысқартып жерем. Түбірасты 3-ке түбірасты 3-ті көйсем 3, 2 3 6 болады. 2 түбірасты 3. Солай ма? Бар ма жауап? Иә, жауабы. Осылай биссектрисаның формуласы бар. Мынаны жазып алсаңыздар болады. Хорошо? Яғни слайдты жіберетін шығарсыз? Жіберем. Именно қай қабырғаға түсіп жатыр? Мысалы, мен мынаны А деп ала салдым, иә? Онда Б мен С туралы айтамыз ғой, А-ны вообще айтпаймыз. Хорошо? Б мен С-ны екеуін орын сақта бола ма аяқта? Сақта бола береді, өйткені мына жерде қоссаңыз да ауыса береді, иә? Көбейтсек те ауыса береді. Қасиет бар ғой. Сол үшін ауыстыра беруге болады. Иә, соны байқап тұрмын, ауыстыруға болады екен. Ауыстыруға болады. Кеттік. Дөңес 10 бұрыштың диагоналдар саны. Көп бұрыштың диагоналдар санының формуласы тағы да формула. N көбейтілген N минус 3 бөлінген 2. Арнайы көп бұрыштың диагоналының формуласы бар. Хорошо? Енді осыны апарып қоя саламын. N деген диагоналдар саны. Даусым естіліп тұр ғой, иә? N деген 10 ба? 10? N деген 10, иә, дұрыс айтасыз. Диагоналдар саны деп 10. Қанша көп бұрыш? 10 бұрыш қой, иә? 10 деп ала саламыз. 10 көбейтілген 10 минус 3 бөлінген 2. Қысқартып жере салам. 5, 7, 35 па? Иә. 5. Солай жасайсыз. 35, ой, 7. Иә, 35, Кеттік. Теңдеулерінің түбірлерінің қосындысы енді мынау ең оңай есеп. Иә, фалтестағы ең оңай есеп осы деп ойлаймын. Мына жерде көбейту бар ма? Көбейту болса, біз теңдеудің оң жағы 0 болғандықтан жеке-жеке 0-ге теңестіре аламыз. Солай ғой? Осындай қасиет бар емес па? X квадрат минус 4 тең 0. X квадрат минус 4 тең 0. Онда X тең плюс минус 2. Солай ма? Енді екінші логарифм 23 негізде 1 минус 3x минус x квадрат тең болады 0-ге. Енді мына теңдеуді қалай шығарам? Логарифм деген тақырыпты мен өткен болатын. Мен сіздерге логарифм 2023
Екі жағынан да береміз 1 ба? минус 3x, иә, екі жағында логарифм деп жүреміз. Логарифм 2023, 2023-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. Солай ма? Енді екі жағда теңестіре салам. 3x минус x квадрат тең болады 1. Екеуі жойылып кетеді, сонда менде қалғаны 3x минус x квадрат тең болады 0-ге. Теңдеуді минус 1-ге көйіттерсем болады ғой? Сол кезде менде x квадрат плюс 3x тең болады 1-ге. Енді x-ті шығарып жібере салам. квадрат. X қосу иә. 3 тең 0, иә? Онда x тең 0-ге, x тең x минус 3-ке тең болады. Енді қараңыз, түбірлерінің қосындысы десе, мына плюс 2, минус 2, минус 3, 0-ді әкеп бәрін қоса салып жүрмеңіздер. Өйткені бұл жерде логарифм жатыр. Көріп отырсыздар ма? Міне, логарифм. Логарифмде бізде міндетті түрде не болады? Анықталу облысы. Логарифмде анықталу болады. Соны ұмытпаймыз. Сонда не ол анықталу облысы деген? Яғни мына тұрған саны 1 минус 3x минус x квадрат не болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Осы теңсіздіктен кейін ғана біз мына сандар мына аралыққа жата ма жатпай ма соны шешеміз. Окей? 2 мен 0 қой. Минус 1-ге көйіп жүремін. Сонда x квадрат плюс 3x минус 1 болады. Келсесіз ба? Кіші 0-ге. Енді бұны не істейді? Плюс 3x Дискриминат. тең 0 деп теңдеуге айналдырып түбірлерін тауып алмайын ба? Интервалға салам. Сонда 2 мен 1. 3-тің квадраты мына минус болғанда плюс болып кетеді ортасы. 4 көбейтілген 1 көбейтілген 1. Сонда 9 қосылған 4 тең болады 13. Онда x 1, 2 тең болады минус 3 плюс минус түбір асты 13 бөлінген 2 деген жауапты аламыз. Солай ма? Енді келем, есеп әлі біткен жоқ, мен мынаны интервалға орналастыруым керек. Минус 3 минус түбір асты 13. Симай қалдым мына жерге. Мында сайын енді. Минус 3 минус түбір астында 13 бөлінген 2. Мынау минус 3 плюс түбір астында 13 бөлінген 2. Келсесіз ба? Енді мынау қандай сан деп ойласаңыз, қараңыз, бізде есеп x квадрат деп басталып тұр ғой, яғни x квадраттың алды плюс болса, мына жақ плюс болады. Плюс, минус, плюс. Енді теңсіздік бізде кішкентай, демек есептің в общем, екі санның арасы ғой. Енді қараңыздар. Мынаны мен калькулятормен есептеймін. Бұл қандай сандар? 13-тің түбірі 2,6 примерно жуықтаған кезімде жазбайшы. 13 примерно 6 екен. Минус 3, ой, 3,6. 16, дұрыс айтасыз. Енді минус 3, минус 3,6, минус 6,6 2-ке бөлсем, минус 3,3 қой. Минус 3,6 ол 0,6, 0,6-ны 2-ке бөлсем 0,8. В общем, мына екі санның аралығы. Енді тексереміз. Плюс 2 жата ма? 0 жатады. Плюс 2 жатпайды. Жатпайды. Минус 2 жатады. Сонда x тең минус 2. 0 жата ма? 0 жатады. Теріс сан мен оң санның арасында 0 жатады. Минус 3 жата ма? Әрине жатады. Өйткені минус 3 деп тұр ғой. Болды. Сонда көрдіңіздер ма? Егер тексермей есепті ала салсаңыздар, уже жауап қате болып кетеді. Демек, плюс 2 алмаймыз. Онда минус 2-ні аламыз. Үшеуін қоса салайық. Минус 2 қосу 0, қосу минус 3. Қанша болады? Минус 5 бола ма? Жауап минус 5. Енді қараңыздар. Минус 5 түбірлерінің қосындысы, қостым, жататын аралық дейді. Минус 5 қай аралыққа жатады? Жауабын айтып жіберсеңіздер. С жауап ма? С. Жауап, басқа ешқайсына келмейді. Минус 5 мен минус 4 арасына жатады. Вот осылай жасай саламыз. Сіздер шығып кетпеңіздер, мен қайта шығарып жатыр. Хорошо? Мен қайтадан кіремін бәрібірде. Жарайды. Бұлай жасайық. Квадратын алмай, просто тағала салайық, Онда dt тең не болады? Косинус 2x-тен туындалайық. 2x-тің туындысы 2 ғой. Минус 2 синус 2x деп алсақ. Болады ғой? Енді болды, dx. Енді dx-ті табу үшін мен не істеймін? Саны бөлу жерем минус 2 синус 2x-ке. Дұрыс қой? Вот, енді көрейік. Енді орнына қойсақ, интеграл, ал синус 2x-тің орнына, міне,
синус 2х-тің орнына мен былай жасаймын. Синус 2х dx дей салайыншы. dt-ны мен бөлемін минус 2-ке. Келісесіздер ме? Сол кезде есеп оңайырақ болады. Енді синус 2х-тің dt бөлінген. Неге? Ау, Орындарын ауыстырып. орындарын Синус 2х. міне, мынаны тауып алым келді ғой, мынаны. Сосын dt-ны минус 2-ке бөле салдым. Просто синус 2х-ті dt-ға көбейтіп жібердіңіз, Иә, иә. 2 қала берді орында. 2 қала берді, астында. Енді келемде орын апарып қоя салайын. Мен сол кезде мына минус 2-ден бір алдына шығып кетеді. Келсесіз ба? Минус 2 мына жерге қоя салайын. Болады ғой кәшше. И бір бөлінген, бір бөлінген, мен былай жасаймын. Бір қосу косинус квадрат 2х-тің орнына т квадратты қоя салсам болады ғой. Өйткені косинус 2х-ті т дедім, квадраты т квадрат болып кетеді. И dt. Хорошо? Вот, осылай жасадым. Енді тең минус 2-ден бір алдына шығып кетеді. Сонда не қалды менде? Интеграл 1 бөлінген 1 плюс т квадрат қалдым ғой. Иә. Сонда минус 2-ден бір бөлінген 1 плюс т квадрат деген бізде арк тангенстің алғашқы, арк тангенстің алғашқы нүктесі 1 бөлінген 1 плюс т квадрат емес па? Иә. Арк тангенс 1 қосу т квадрат. Дұрыс па? Ой, жоқ, Арк тангенс т болмай ма? арк тангенс т просто. Арк тангенс т-дан туындалсақ 1 бөлінген 1 плюс т квадрат алынады. Мына жерін қайтадан түсіндіріп жібересіз, мынау Қараңызшы. орындарына қойдық қой. Иә, минус 2-ден бір тұра береді, өйткені минус 2 астында Жоқ, ғой. мына жерде мысалға синус 2х-тің орнына біз dt бөлінген 2-ні қойдық, иә? Былай жазайыншы сізге. Міне, синус 2х-ті қою үшін мен былай жасадым. Мына екеуін көбейттім де, мына жерден қойдым. Синус 2х-ті табу үшін мен dt-ны бөлем минус 2 dx. Не? Сылықты? Короче, синус 2х-ті мен мына жаққа түсіре салдым. Кәшше 1 деп орнына жаза салдым. Минус 2-ден 1-ді алып. Түсінбей жатсыз ба тағы да? Хорошо, сосын түсіндірейінші сізге, иә? Жіберем несін. Тең болады минус 2-ден 1 арк тангенс т дедік, иә? Арк тангенс Орында косинус 2х. қосылған с-сы бар ғой үшін. Қосылған с-ның. Так, а жауабы ма? Сонда бар ма Или бізде? басқа? Минус А 2-ден 1 деген 0,5 емес па сол? А жауабы, иә. А жауабы осылай шығады. Мына жерде мысалы синус 2х деп тұр ғой, жаңа неттіңіз ғой, мысалы мына жерде түсінбей отырғаны dt-ны қалай тапты деп тұр ма да? Жоқ, орындарына қойған кезде синус 2х-тің орнына dx-тің орнына мынаны қоямын. Синус 2х-тің орнына мынаны қоямын. Қазір үшеуін де қойған кезде қысқарып мынау шығады ғой. Мен өзім түсіндім әйтеуір. Кеттік. Мынау ең оңай есеп. Логарифм 3 негізде 5, көбейтілген логарифм 4 негізде 9, көбейтілген логарифм 5 негізде 2. Бұлай қарағанда... Негіздерін ауыстырамыз. Иә, дұрыс айтасыз, ауыстыра саламыз. Логарифм тет бар ғой. Орындарын ауыстыра саламыз. Логарифм 4 негізде 5. 4-2. Логарифм 4 негізде 2. 2. Логарифм 3 негізде 9, ол нешеге тең? 2-ге тең. 2, 1. Олай орындарын ауыстыруға бола ма? Иә, болады. Болады, қасиеті бар, сондай қасиеті бар. Тақырыпта сіздерге көрсеткен болатын мен сабақты көрсеңіздер. Жоқ, мен ұмытып қалдым да. Например, сіз логарифм 3 негізді 5, сосын логарифм 4 негізді 9, 5 негізді 2. 5 негізді 2 деп тұра береді да. Дұрыс қой, Негіздері ойларына тұра береді да. орындарын ауыстырдым. И 2-мен... Сандардың ғана орындарын ауыстырдым. Иә. Былай, үшеуін араластырып ауыстыра бересіздер мынаны. Мынау, Көбейтілесі. мынау үшеуін ауыстырып
орындарын ауыстыра бересіз. Қанша Иә. орын барлығын ауыстыра беруге болады. Хорошо? Сонда логарифм 4 негізде 2 деген 4-тің қандай дәрежесі 2? Ол 2-ден 1 2. 2-ден 1. Түбір. Не? 2-ден 1. 4-тің 2-ден 1 А. ол 2. Дұрыс па? 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда менде 1 деген жауап, С жауабы шықты. Хорошо? Аха, болды. Иә. Бұл да осылай шығады. Төрт күте тұрасыз? Логарифм, ана 4 негізде 2-ні қалай істедіңіз? Кешіріңізші, мен просто көп нәрсе ұмытып қалыппын. Иә. Міне, логарифм 4 негізде 2 ғой, иә? Біз ойлаймыз, 4-тің қандай дәрежесі 2? 4-тің түбірі 2 емес па? Келсесіз ба? Иә. Түбір деген ол 2-ден 1 емес па? Иә. Ол сонымен 2-ден 1 болды ғой. Мынаның орнына 2-ден 1-ді қоя салды. 2-ның 2-ден 1 дәрежесі, иә? Жоқ, 4-тің 2-ден 1. Не қараңыз. 4-тің 2-ден 1 дәрежесі 2. Осындай қасиет бар ғой. Мына 2-ден 1, мына 4-тің дәрежесін білдіреді. 2-ның емес. 4-тің 2-ден 1 дәрежесі обратно 2 қайта ұшу керек. Осы ғана ғой. Формуласын жазып берейінші. Логарифм А негізде Б тең С ғой, иә? Осы жерде А-ның С дәрежесі Б-ға тең. А-ның С дәрежесі Б-ға тең деген қасиет бар. Сол бойынша жазып береміз. Хорошо? 2-ның емес, 4-тің деп ойлаймыз. Өйткені негізі 4 қой. Негізбен аламыз ғой. Кеттік. АН 45 минус 6Н формуласымен берілген тізбекте оң мүшелер саны. Вот, оң мүшелер саны деген, оң деген ол нөлден үлкен сандар ғой. Сонда 45 теңсіздікті шешсек. Окей? Аха, минус 6N минус 45. артық минус 45. 6N кіші болып N. N-нің алдында таңба тұр, иә? И 45-ті 6-ға бөлем. 45-ті 6-ға бөліп жүрсем қанша болады? 7,5 ба? Иә, Примерно. енді қараңыз, 7,5 Нешін ауысып кетті? Онда мына жерге сыза салам, 7,5. 7,5-нан кіші мүше. 7,5 алдындағы алтын алып тастаңызшы онда. 7. 6 болмайды ғой. 6 емес. Иә, алтын аласың. 7 ғой. 7 бар ғой. N-нің алдына 6-ны қойып қойдыңыз да, мына жерде 6N кіші деп, соны 6-ны алып Енді тапқан тастайсыз. кезде. Хорошо? 6N, сіз GPT-5-ті 6-ға бөлдіңіз ғой, сол кезде 6 жоқ болып кеткен ме? Мынау жоқ. Кешіріңіз. Мен 45-ті 6-ға бөлдім негіз. Таңбасы неге ауысып кетті былай? N-нің алдына минус болған, айнымалының алдында минус болған кезде таңба ауысады деген қасиет бар. Сол үшін. 6-шы сыныпта. 6-шы сыныпта өтілген. Осыны ұмытпаңыздар. N-нің алдында минус тұра ма? Егер де мынау плюс болса, таңба өзгермейді. Ал егер минус болатын болса, таңба автомат, қарама қарсы таңба өзгереді. Үлкен болса кіші, кіші болса үлкен деп жүре ме? Сол үшін. Кеттік. Теңдеулер жүйесінің шешімдері дейді. Мына есепті мен былай жалғастыра салайыншы. Ашамын. 3-тің x қосу 1 дәрежесі, ол 3x көбейту 3 десем болады ғой. Қосу 3y көбейту 3. Тең 10. Аха. Мынау 3x көбейту 3y. Тең 1. Енді мен келемде мынаны былай жасаймын. Мынаумен шығарсам есебім ұзақ болып кетеді. Сондықтан мен 3-тің x дәрежесін a, 3-тің y дәрежесін b деп жаңа айнымалы енгізсем болады ғой. Так, айтып жүріңіздер, не істеймін? 3. Қосу b тең 10. A көбейту b тең 1. Қай тәсілді пайдаланам? Әрине, алмастыру басқасына келмейді, өйткені мына жерде көбейту деген амал тұр. Сондықтан мен былай жасаймын. 3-ті жақша сыртқа шығарып жүремін мына жерден. A қосу b тең 10. Келсесіз ба? Сонда A қосу b-ны табу үшін мен 10-ды 3-ке бөлемін. Енді осыдан A-ны табу үшін 3-тен 10 азайту b деп мына жерге қоя салсам бола ма? A-ның орнына мына жерге. Так, 10 бөлінген 3 минус b көбейту b тең 1. Дұрыс па? Енді жақша ашам. 3-тен 10 b минус b квадрат
бірді былай жере салам, -1 тең 0. Енді теңдеуді -1-ге көшіп жере салам, иә? Сол кезде менде болады b квадрат минус 3-тен 10b плюс 1 тең болады 0-ге. Болады ғой? Теңдеуді қайтадан 3-ке көшіп жерем, өйткені бұл шекпен келмейді. Сонда менде 3b квадрат 3-пен 3 қысқарып кетеді 10b қосу 3 тең 0. Енді дискриминант емес, мен ветке шығаруым келіп тұр. А нулевой квадрат минус 10 b нулевой а деппін ғой, b. Қосу 3-ті апарып мына 3-ке көшіп жерем, 9 болады. Бізде осылай қасиет бар ғой, неде? Квадрат теңдеуде, ветпен шығарудың. Енді екі санды көбейтсем 9, қоссам минус 10 емес, плюс 10 болу керек. Ол қандай сандар? 9-1. 9-1. Иә. Енді b1 1 емес, біз обратно 3-ке қарай бөлу жеріміз керек, иә? Сонда 1-ді 3-ке бөлем 3-тен 1, b2 тең 9-ды 3-ке бөлем 3 деген общем осындай жауап шығардым. Енді мен a1 мен a2-ні тауып алуым керек. Келісесіз ба? 3-тен 10 азайту 3-тен 1, 3-тен 9, 3-тен 9 деген 3. Дұрыс қой? 3-тен 10 азайту 3. 3 деген ол 3-тен 9 емес па? Сонда 3-тен 1 шығады. Короче, мынаны азайтсам 3-тен 1 шығады. Дұрыс па? Енді мен орнына апарып қоя салам. Ең соңғы шақ мына жерге сыймай бара жатыр. 3-тің x дәрежесі тең a дейді. 3 и 3-тің x дәрежесі тең 3-тен 1, иә? Осыдан x нешеге тең? 1. Мына жерде минус 1. Солай ма? Екіншісі, 3-тің y дәрежесі тең b дейді. b деген b1 деген 3-тен 1 ғой тоже. Ал 3-тің y дәрежесі b2 бізде 3-ке тең, иә? Осыдан y нешеге тең? Әрине минус 1. 3-тің минус 1 дәрежесі 3-тен 1 болады. Мына жерде 1 болады. Енді есептің нақты соңғы жауабы қалай жазылады? x1, y1, x2, y2. Айтып жере салыңыздар. 1 минус 1, иә? Минус 1, 1. Бар ма жауап? Иә. С жауабы. Хорошо? Мен даусым естілмей жатыр ма сіздерге? Қатты қалың ба? Естіліп тұр. Сөйлемей қалдыңыздар. Так, кеттік. Келесі есеп. Нысана қабырғалары 13, 14, 15 болатын 3 бұрышқа сырттай сылған дөңгелек. Онда мен былай жасаймын. Дөңгелек сызам, и оның ішіне мынандай 3 бұрыш салам. Бір қабырғасы 13, мынау 14, мынау 15 екен. Енді айтады, нысанаға кездейсоқ тасталған 3 бұрышқа, короче, нысанаға кездейсоқ тасталды. Не тасталды? В общем, бір зат тастал, сол кезде мына тасталған зат 3 бұрышқа тию ықтималдылығы дейді. Ықтималдық деген нәрсе естесек, ол P, иә? M бөлінген N. N деген ол жалпы жағдай, M деген N деген қажетті жағдай. дұрыс па? Мүмкін жағдай. Иә. Енді мына жерде бұл бізде 9 класста өтілетін геометриялық ықтималдық деген. MJ дегенде түсіндіріп кетесіз ба? MJ дегенді. M деген ол мүмкін жағдай, N жалпы жағдай. Хорошо? Жалпы жағдай деген ол мына дөңгелектің ауданы, қазір жазам міне. Жалпы жағдай S дөңгелек. Өйткені сыртында дөңгелек тұр ғой. Хорошо? Яғни M бөлшектің бөлімінде всегда жалпы жағдай тұрады. Мысалы, сіз ойын сүйегін лақтырған кезде деген кезде, сіз N деп алтын аласыз. Өйткені ойын сүйегі деген кубик қой, кубикте 6 жақ бар. Вот солай аласыз. Демек, мына жерде жалпы жағдай ол дөңгелек, дөңгелектің ауданы. Ал мүмкін жағдай 3 бұрышқа тию деп тұр ғой. S 3 бұрыштың ауданы. Вот осыны түсініп алсақ болды. Енді S 3 бұрыштың ауданы мен S дөңгелектің ауданы тауып бір-біріне бөле салсақ есеп бітеді ғой. Бірақ S 3 бұрыштың ауданы болу керек. Бұл қандай 3 бұрыш? Қабырғалары әртүрлі 3 бұрыш. Қабырғалары бұрыш және үшеуі де берілсе қандай формуламен шығарам? Герон формуласы. Герон деген жалғызсал формула бар, егер 3 бұрыштың 3 қабырғасы белгілі болса. Кеттік. Қалай еді?
минус алты минус минус с. и п минус с. Ол түбірдің астында. Астында. Келесіз ба? Иә. Енді п деген бұл жерде. Периметр емес, бұл жарты периметр. А плюс Б плюс С бөлу 2. Иә, жарты периметр орындалады. 13 қосу 14 қосу 15-те 2-ге бөлем. Келсіз ғой? Қазір бөл жүрек. Иә. 27 ма? 27-ге қосамын. Нешені? 15-ті бөлем 2-ге. 21 екен. Енді орнына қоя салам. S үш бұрыш тең 21. 21 минус 13. Келсіз ғой? 21 минус и 21 минус 14 жақшалардың, 15 жақшалардың арасында көбейту бар. И түбірдің астында тұрады бұл. Так, бірге есептеп жібере салайық, қанша болады екен? 21 көбейту 21-ден 13 азесам 8, е? Анау 7, анау 6 болады. Сонда 7056 екен. 7056-тан қанша шығады? Қазір түбір шығара салайық. Түбір 7056. 84 екен. 84. Вот. Сонда үшбұрыштың ауданы 84 болды. Енді мен дөңгелектің ауданы тауып аламын. Үшбұрышқа сырттай ысылған шеңбердің ауданын табу керек. Енді шеңбердің ауданының формуласы S тең PR квадрат. Келсіз ба? Иә. Квадрат. Енді мәселе R-ді табу керек қой. R берілмеген бізге. Бізде мынандай формула бар. Үшбұрышқа сырттай ысылған қалай айтсам екен? Былай айтайын. Үшбұрышқа сырттай ысылған шеңбердің радиусының формуласы АБС бөлінген 4S деген осылай формула бар. Қабырғалар кез келген, иә? Әртүрлі. Енді апарып қоя салам. Айта қойыңыздар. 13, 14, 15 қоя. И 4 бар көбейтем бөлем. Қанша болады екен көрейік. 13 көбейту 14 көбейту 15. 2730 болады екен. И 4-ті көбейтем 84-ке. 336 болады екен. Енді 2730-ды мен бөлем 336-ға. Сол кезде менде 8,125 шығады екен. Иә? Енді мен келемде дөңгелектің ауданы айтып жүріңіздер. Пидің орнына неше қоям? 3,114. Білеміз оны барлығын. 8,125-тің несі? Квадраты. Мен көбейтем 8,125 и көбейтем 3,114-ке. Сонда менде 207. Мына жерде барлығын жазбаймыз. Айтады, жауабын дейді, мыңдық үлеске дейін жоқта дейді. Мыңдық үлес десе, онда мен үтірден кейін 2 сан ба, 3 сан? 3 санды ала салам. 289. Жүре ме? Енді мына жерге қоя саламын. Орын жетпей кетті ғой. Тең. S үшбұрыш қанша болды бағана? Мынау S дөңгелек, е? S үшбұрыш 84 болды. S дөңгелек 207,289 бола қойды. Енді мен үстін астына бөле салам, е? 84 бөлу 207,289. Қанша болады? Болады 0,405 екен. Бар ма жауап? Хорошо. Осылай жасай қоямыз. Яғни ықтималдық десе, бұл геометриялық ықтималдық. Қай фигура сыртында тұр? Сол бөлшектің бөлімінде болады. Ауданы, хорошо, ауданы периметр жүрмейді, я? Аудан. Ал алымына ішінде тұрған фигураның ауданы тұрады. Бір-біріне бөле саласыздар сосын. Кеттік. Келесі есеп. Нүктеден жазыққа ұзындықтары 10 және 17 болатын екі көлбеу жүргізілген дейді. Мен мынаны альфа жазықтығы деп ала салайын. Нүктеден жазықтыққа. Жазықтық мына жерден жазықтықтың бойына мен бір түзу алам. Түзу. А деген түзуді ала қояйын. Мынау А деген нүкте болсын. Енді көлбеу деген не? Көлбеу бізде тік түспейді, білесіздер, қиғаш түседі. Солай ма? Міне. Былай и былай түсіреміз. Біреуі 10 дейді, біреуі 17 дейді. Окей. Олардың проекция десе мен былай түсірем. Тағы да нүктеден, білесіздер, 6-шы сыныпта сондай тақырып бар ғой, нүктеден түзуге дейін қашықтық деген. Мынау түзу болса,
мынау нүкте болса, нүктеден түзуге дейін қашықтық всегда тік түседі, қиғаш түспейді деп айтамыз ғой. Демек, мынау перпендикуляр болып түседі, иә. Енді қараңыз, проекция деген ол көлеңке. Хорошо, мысалы біз күн шығып тұрған кезде далаға шықсақ, біздің көлеңкеміз пайда болады ғой. Ол біздің проекциямыз. Хорошо? Яғни проекция, мына қабырғаның проекциясы ол мынау. Мына қабырғаның проекциясы ол мынау. Окей? Енді мынаны мен Қайсысын қайтадан көрсете бересіз бе? қазір басқа ручка алайын, иә. Қараңыз. Мынаны А деп белгілеппін ғой. Былай жасайын. Мынаны Б, мынаны С, мынаны Д дей салайын, иә. Қараңыз. АБ қабырғасының проекциясы ол БД. Жарай ма? Ертең проекция деген осы нәрсе. АС қабырғасының проекциясы ол ДС. Ұмытпаймыз осыны. Окей? Енді проекцияларын бізге айтпаған, бірақ проекцияларының айырымы 9 дейді. Енді қараңыз, мына жерде қай қабырға үлкен бізде? 17 ғой, иә? Демек, мен мынаны X деп алам, мынау кішкентай болғандықтан X минус 9-ға дейін. Өйткені мына проекция қарағанда 9-ға кішкентай. Хорошо? Так, енді айтады осы. 9 деп өзі айтып тұрған. 9 қайдан шықты? Проекцияларының айырымы 9 деп. Сол үшін. Мынау бізде үлкендеу ғой. X. Мысалы, менде 10 кәмпит бар. Сіздің кәмпитіңіз түсінікті. аз десе, сіз 10-нан 2-ні азайтасыз ғой. Мына жерде белгісіз болып тұрғанда, мына X азайту 9 дейміз. Хорошо? Енді айтады, нүктеден жазықтыққа дейін қашықтық. Мен бағана айтқан нүктеден түзуге дейін қашықтық всегда тік түседі деп. Яғни мынаны сұрап отыр. А-ды сұрап отыр ғой, в общем. Так, екеуі де тікбұрышты үшбұрыш пайда болды ғой, мен А-ды жүргізгеннен кейін. Я? Вот, ендеше А-ды деген не? Ол тікбұрышты үшбұрыштың катеті. Давайте. Бірінші, мен былай жасайын. Қазір мен мына сіздерге жіберемін, мақтамай қойшы. Үшбұрыш А-Б-ды қарастырған кезде, А-ды табу үшін не істеймін мен? Катеті табу үшін А-Б-ның квадратынан Б-ның квадратын азайтып түбірден шығармайын ба Пифагор бойынша? Енді үшбұрыш А-Д-сыны қарастырайық. Тағы да тікбұрышты үшбұрыш қой. Осы жерден тағы да А-ды табу үшін не істеймін мен? А-сының квадратынан Д-сының квадратын азайтып түбірден шығармайын ба? Гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын азайтып. Я? Енді қараңыз. Екеуін теңестіріп шығарса болады. Екеуін теңестірейін деп жатырмын. Енді қараңыздар, мен қазір орнына қоям. А-Б-ны не деп алдым? А-Б қанша? 10. 10 квадрат минус X минус 9 квадрат. Өйткені Б-ны мен X минус 9 деп алған болатым. Жақшаға алам, өйткені есептің құрамы өзгеріп кетеді. Келесі, А-сыны мен 17 деп алдым. 17 квадрат минус Д-сыны X деп алдым. Дұрыс па? Енді екеуі де А-дыға тең болғандықтан, мына екеуін теңестіре салсам болады ғой? Сонда 10-ның квадраты 100 минус X минус 9-ның квадраты түбір, тең 17-ның квадраты 289 минус X квадрат түбір. Келсесіз ба? Енді бұл иррационал теңдеу ғой. Екі жағын не істеймін? Квадраттай салам. Ең оңай жол. Сол кезде түбір жоқ болып кетеді. Келсесіз ба? Сонда 100 минус X минус 9-ның квадраты тең 289 минус X квадрат. Дұрыс қой? Ары қарай не істеймін? Жақшаны ашам. Ал айтып жібере салыңыздар. 100 минус X квадрат, минус 18X болу керек болады. Минус 18X. Дұрыс па? Плюс 18X минус 81. 289 минус X квадрат. 81. X квадрат минус X квадрат жоқ болып кетеді. Дұрыс қой? Сонда не қалды? 18X. 18X тең 100-ден 81-ді азайтамын. 19-ға? Бұлай барып минус 19 болады. 289-19 азайтамын. Онда X нешеге тең? 270-ті 18-ге бөлем, 15 шығады екен. Есеп біткен жоқ әлі, біз X-ті ғана таптық. Мынау не дейді? Бізге керегі А-ды ғой. А-ды. А-дыны табу үшін екі вариант бар. Мына жерге қойсаңыз болады, мына жерге қойсаңыз болады. Орнына қоя саламыз. Екіншісіне қоя салайын, оп-оңай екен. Түбір асты 17-ның квадраты 289 ғой.
X ол Да. 15-тің квадраты 225 дей салайын, иә? Да. Азайтыңыздаршы. 64 па? 64-тің түбірі 8. Бар ғой? 8. С. Осылай жасайсыз. Так, мына есеп түсінікті ме? Астына алып Иә. Кеттік. Теңдеу. Енді мына теңдеуді бәріміз шеше алатын шығармыз. Ең оңай теңдеу, иә? Иә. Не істейміз? Айтып жібере салыңыздар. Бірді теңдіктің жаңсы. 1 минус қазір. 1 минус 2x тең болады 0-ге. Солай ма? Минус 2x тең минус 1-ге. Минус 2x тең 1 дей салсам бола ма? Өйткені бәрі плюс болмайды ма? Иә? Енді Дербес жағдай. 2x дербес жағдай дұрыс айтасыз. Бірді қараңыздар, дербес жағдайын жаттау қиын болса сіздерге бірді қай градуста қабылдайды деп ойлаймыз. Бірді қай градуста қабылдайды? Не? 0, 1 деп кетеді ғой. Сонда пи бөлінген 2-де қабылдайды. Дұрыс па? Еще 1 вообще қайталанбайды бірлік шеңбердің бойында. Иә? Демек, бірлік шеңбер 1 круг айналатын болса, ол 360 градус қой. 360 градус ол бізде 2 пи. Енді x-ті табу үшін не істеймін? 2-ге бөле саламын. Пи бөлінген Пи бөлінген 4. қосу пи-н. N тиісті z. N. Бар ма? Бар. Енді ең оңай есеп осы болып тұр. Кеттік, туындысын табыңыз дейді. F туынды x. Мынау ln x қой. ln x-ің туындысы қалай еді? 1 бөлім. Иә, 1 бөлінген x. 1 бөлінген тангенс. Енді келемде бұл күрделі функция ғой. Тангенс 2x-ің туындысы қалай еді? 1 бөлінген косинус квадрат 2x. Солай ма? Енді келемде бұл жерде аргумент x емес 2x болып тұр. Сонда 2x-тен қайтадан туындалам 2 болады. Енді үшеуін көйіттере салам. 2 барып үстіне секір кетеді ғой, иә? Тангенс мен синус 2x бөлу косинус 2x бола ма? Иә. Мына косинус квадрат 2x қысқарып кетсін деп отырмын да. Мынау мен мынау қысқарып кетеді. Сонда Кешіріңіз, мен түсінбей қалдым, түсіндір. ln тангенс 2x дегенді қалай бастап кеттіңіз? ln x бөлім x-ке тең ғой туындысы. Мен былай ауызша түсіндіру қиын де, мен жазып қана түсіндіремін қазір. Басынан бастайын енді. Күте тұрыңыздар, иә? Так, қараңыз. Мынау ln x, иә? ln x-ің туындысы 1 бөлінген x дей салмаймын, потому что x-тің орнында менде тангенс 2x тұр. Сондықтан тангенс 2x жазамын. Бірақ егер де x болатын болса, мен осылай қалдыра салатын едім, 1 бөлінген x деп. Бірақ өкінішке орай тангенс 2x бізде күрделі функция. Сондықтан мен тангенс 2x-тен не істеймін? Туынды аламын. Хорошо? Осылай ашып жасайыншы. Енді 1 бөлінген тангенс 2x көбейту. Тангенс 2x тоже күрделі функция. Өйткені ол тангенс x емес қой. Былай алайық. Тангенс x-тің туындысы 1 бөлінген. Мына жерде бар ғой, тангенс 2x туындысы сіз көбейтілген тангенс 2x-ің туындысы деп жаздыңыз ғой, сол күрделі функцияда біз көбейтеміз ба туындысын? Иә, көбейтеміз. Күрделі функцияда аргументтің туындалып көбейтеміз. Всегда көбейтеміз. Қоспай. Хорошо? Енді тангенс 2x-тен туындасам 1 бөлінген косинус квадрат 2x. Бұл x емес, бұл тағы да 2x болып тұр ғой мәселе. Сондықтан көбейтемін тағы да 2x-тен туындалам 2 дей салайын, енді 2x туынды деп жазбай қояйын. Хорошо? Тең. Енді 2 барып үстіне секір кетеді ғой. 1-ге 1-ді көсем 1, 1-ге 2-ні көсем 2. Тангенс 2x. 2 қай жақтан шықты? Мен айтқанда Тангенс 2-дің ішінен туындалған. енді қараңыз. Егер де не? Тангенс x-тен туындал десе, егер де 2x емес, x-тен туындал десе, ол 1 бөлінген косинус квадрат x болатын еді. Бірақ бұл тангенс 2x қой. 1 бөлінген косинус квадрат 2x деп жаздым. Енді аргумент x емес, 2x болғандықтан мен 2x-тен туындалып қайтадан көбейтем. 2x-тің туындысы 2. Хорошо? Ол 2 содан келді.
күрделі функция 10 класстың несі тақырыбы. Туындысы. Енді 2 үстіне секіріп кетеді, 2 болып кетеді, бірге бірді көйтіп, оған 2-ні өсем 2. Астына қараймыз. Тангенс 2х, синус 2х, бөлу косинус 2х десе сам болады ғой. Я? Көбейту косинус квадрат 2х. Енді келемде мынау мен мынау біреу қысқарып кетеді. Сонда менде не қалды? 2 бөлінген синус 2х көбейту косинус 2х. Енді ондай жауап жоқ қой. Онда не істеймін? Мен былай жасаймын. Үстінде, астында 2-ге көшірем. Қазір не үшін екенін көресіздер. Не? Үстінде 2-ге өтем, астында 2-ге өтем. Сол кезде менде үсті 2 4 болады ғой. Ал асты 2 синус 2х көбейту косинус 2х болады. Дұрыс па? Сонда 4 бөлінген 2 синус 2х косинус 2х нені білдіреді? Синус Формула. 4х. Я, қосбұрыштың формуласы ғой. Синус 4х. Бар ма жауап? Я. Анау екі деген тоже сол формулаға кіре ма? 2 Мына үшеуі бірге кіріп кетеді. Мына үшеуі бірге. Әдейі. Бізде мынандай формула бар, қараңыз. 2 синус х көбейту косинус х, ол бізде синус 2х деген формула бар. Енді аргумент 2х болса, 2-ке мына формулада 2-ні көйіп жүрем, міне 2-ні көйіп жүрем, 4х болып кетеді. 2 жоқ болып кетеді. Хорошо? 2-ні жазып жүрмеңіздер. А варианты болмай ма, апа, иә? Ау? А варианты ау деймін. Ойбай, А екен ғой, кешіріңіз. А. Апай, не қанша есеп қалды? Әлі көпке созыла ма? 16, 14-те есеп қалды әлі. Егер бос болсаңыздар, қатыса беріңіздер. Қатысамайым десеңіздер, мен PDF форматын жіберем сабақ біткеннен кейін, хорошо? Мен 1 сағат деп ойлағам, жоқ, қатыса берем. Аха, хорошо. Жоқ, 1 сағат, 2 сағат деп уақытқа қарамаймын. Тест қалай ұзақ болады? Ұзақ болса ұзақ, аз болса 30 сұрақ па? 30, аха, 30 тест. Пробный алған. Так, кеттік. Мына есепке кеттік. Бөлменің еденін төсеу үшін, мынау бөлме, бізде. Мынау бөлме деп елестетейік. Бөлменің еденін төсеу үшін 60-та 60 болатын ойбай, оқи алмай қалдым. Линолеум. Линолеум қажет дейді. Егер ені 50 болатын болса, қанша керек дейді. Ұзындығы қанша болу керек дейді. Енді ені 50 деп өзгеріп кетті ғой. Қараңыз, сіз бәрібір сол бөлмеге төсеуіңіз керек. Бөлменің ауданы өзгермейді бұл жерде. Хорошо? Яғни бұл пропорциямен шығатын кезде, пропорция бізде 2 топқа бөлінеді. Кері және тура болды, иә? Енді сізде ойлауыңыз мүмкін, турамен шығарам ба, әлде керімен шығарам ба деп. Мына есепте керімен шығарамыз, потому что кері деген ол бірдеңе тұрақты болған кезде. Мысалы, мына жерде аудан тұрақты. Аудан деген есеп келетін болса, ол кері пропорция всегда, иә? Өйткені Аудан тұрақты екен қайдан білесіз? Мысалы, қараңыз, былай алайын. Аудан 100 деп алайын. Иә? Бөлменің ауданы 100. 100 болатын болса, сіз былай ала аласыз ғой, 10 деп. Бола ма? Сосын сізге айтады, аудан 100 өзгермейді дейді, ұзындығымен енін өзгерт дейді. Сонда сіз былай жасай аласыз ғой, ұзындығын кішкене ұзартсаңыз, аудан өзгермеу үшін енін қысқартуға тура келеді ғой бізге. Мысалы, 20 болса, ені 5 болу керек. Сонда сіз бәрібір осы төсеуіңіз керексіз ғой, аудан өзгермейді. Ені қысқарған кезде ұзындығы артады бұл жерде. Хорошо? Сондықтан бұл всегда кері болады. Осылай жаттап алыңыздар. Енді кері құрайық. 60 болғанда 60, мен қазір былай жасаймын. Кері пропорцияны лайфхакпен бәріміз кері пропорция құра аламыз ғой. Бірінші турамен құрып аламыз, сосын орындарын ауыстыра саламыз. 50 болғанда x. Келсеңіз ба? Енді бұл кері болғандықтан мен былай жасаймын. 60 пен x-тің орындарын ауыстыра саламын. Мынау x, мынау 60. Дұрыс қой? Пропорция айтып жібере салыңыздар. 50x тең 60 көбейтілген 60. Солай ма?
X тең 60-ға 60-ты көбейтемін. 3600. 3600-ды мен 50-ге бөлуім керек. Қанша болады? 72 ма? Иә, 72 деген С жауабы. Хорошо? Так, кеттік. Суретте көрсетілген барлық қырлары бір болатын дұрыс пирамиданың АБЕ деген мына беті, иә? Сосын СДЕ деген мына тұрған беті. Жазықтықтарының арасындағы бұрыш. Жазықтықтарының арасындағы бұрышты табу үшін мен былай жасаймын. Вообще жазықтық арасындағы бұрышта мен бірінші ол қандай фигура, соның ортасын тауып алуым керек. Мысалы, ол 4 бұрыш болса, диагоналін тауып аласыз, 3 бұрыш болса, медианасын тауып аласыз деген сияқты. Мысалы, мынау дұрыс 3 бұрыш деп тұр, мен былай медиана жүргіземін. Сол кезде мына мен сызған сызықтың аты қандай? Бисектриса. Апофема. Апофема. Өйткені Негізі апофема деген ол қандай мағынаны білдіреді? апофема деген қалай айтсам екен, именно пирамида туралы айтайын. Пирамиданың апофемасы ол пирамиданың төбесінен оның бір жағы болады ғой, иә? Сол жағының ортасына түсірілген кесінді. Яғни, мысалы, бір жағы бізде 3 бұрыш болып тұр ғой. 3 бұрыштың ортасы әрі медиана, әрі бисектриса, әрі биіктік болып тұр мына жерде. Хорошо? Апофема дегеніміз осы сызық қой, дәл ортасы. Короче, мына бер 3 бұрыш болса, соны тең 2-ге бөлдіреміз. Биіктік болып түссе, ол не перпендикуляр 90 градус болып түседі ғой, иә? Ау, Биіктік 90 градус болып түседі ғой. иә, биіктік не 90 градус. Осылай көрсетеді. Енді осы екі апофема арасындағы бұрыштың косинусын, яғни мына бұрышты табуымыз керек екен. Барлық қырлары бірге тең дейді. Барлық жағы бірге тең. Демек, бұл асты квадрат болып тұр ғой. Өйткені барлық қыры бір деп тұр, иә? Мына барлық бүйір қырлары, табан қырлары түгел бірге тең екен. Енді мен былай жасаймын. Арасындағы бұрышты табу үшін мына апофема, М, мынаны N дейсіңізші, иә? Мынау Е, мынау М, мынау N деген менде мынандай 3 бұрыш пайда болды. Келісесіз ба? Сол кезде барлық қырлары бірге тең болғандықтан Mn автоматын бір болады. Өйткені асты квадрат, мына Mn бізде BC-ға параллель жатыр ғой. Квадраттың дәл ортасы деген сияқты. Сондықтан мынау бір болса, мынау да бізде бірге тең болады. Енді мәселе, мына бұрышты табу үшін мен мына екеуін тауып алуым керек. Көрініп тұр ғой, иә, тақта? Жоқ, Енді. қара болып тұр айналып. Енді көрінді. Мені қайта шығарып жетті. Так, в общем, косинустар теоремасына салу үшін мен мына М, Е мен Е, N-ді тауып алуым керек ғой. Енді мен оны қалай табамын? Еще бұл екеуі тең. Иә? Мен былай жасаймын. Мынау Олар бір бір болса, не емес па? мен былай жүргіземін. Олар бір. Мен былай жүргіземін. Мынаны жүргіземін. Так, былай жүргізсем, мына жері бізде 2-ден 1 болады ғой. Иә? Сосын, былай қарастырыңызшы. Былай қарастырған кезде мына С-Е-Н дегенге қараңызшы. С-Е-Н. Көріп тұрсыз ба? С-Е-Н-де Есі менде бірге тең емес па? Есі бірге тең. С-Н оның жартысы 2-ден 1. Сонда N мен Em-ді табу үшін не істеймін? 1-дің квадратынан 2-ден 1-дің квадратын азайтып тастамайын ба? Түбірден шығарып. Хорошо? Сонда мынау 1, мынау 4-ден 1 болады. Түбірден шығарсам, 4-ден 3, 4-ден 3-тің түбірі түбірасы 3 бөлінген 2 болады. Хорошо? Сонда Е мен Em менде түбірасы 3 бөлінген 2 болды. Екеуі де. Енді мен мынаны К дей салайын. К-ны тауып алайын.
2Аны. 2Аны табу үшін не істеймін мен? Жоқ. Былай жасайын. Все, барлығы табылыпты ғой. Енді косинус альфаны таба салайын. 2А керек емес бізге, вообще керек емес. Главное, мен 2 қабырғасын тауып алдым ғой. Не істеймін? Бағана косинустар теоремасына салам. Айтып жібере салыңыздар. Түбір асты 3 бөлінген 2-ның квадраты, қосылған түбір асты 3 бөлінген 2-ның квадраты, азайтылған 1-дің квадраты, солай ғой? Бөлінген 2, түбір асты 3 бөлінген 2, көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2. Солай ма? Бұл қай формула бойынша? Косинустар теоремасы ең бірінші формула, бағана бірінші есепте көрсеттім ғой. Түбір асты 3 бөлінген 2-ның квадраты 4-тен 3. 4-тен 3. 1-дің квадраты 1. 2 мен 2 қысқарып кетеді, мұнда түбір асты 3-ке түбір асты 3-ті қойсам 3, 3-ті 2-ге бөлем, 2-ден 3 дей салайын. 4-тен 3-ке 4-тен 3-ті қосам, 4-тен 6, 4-тен 6-тан 1-ді азайтсам, 4-тен 2, бөлімі 2-ден 3. Сонда мен 4-тен 2-ні көбейтем, 2 бөлінген 3. Келсесіз ба? Мұнда 1, мұнда 2. 2 мен 2 тағы да қысқарып кетеді. Сонда менде қалғаны 3-тен 1-ді жауап. Хорошо? Осылай шығара саламыз. Так, кеттік. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері 6 және 8 дейді. Онда гипотенуза қанша болады? 9. 10 болады. Египет үшбұрышы жаттап аламыз, 6-ның квадратына 10 болады. квадратын қосып түбірден шығарам 10 болады. Хорошо? 8, 6 болса 10. Енді боялған фигураның ауданы дейді. Боялған фигураның ауданы бізде мынандай бір түрлі қисық, оны табу үшін мен ауданның формуласын пайдаланамын, Мен былай жасаймын. Ең бірінші сыртқы фигураға қараймын. Сыртқы қандай? Үшбұрыш. Үшбұрыштың ауданы. Қандай үшбұрыш? Тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы формуласы 2-ден 1 көбейтілген А көбейтілген Б. Сонда 2-ден 1 А деген 6, Б деген 8, 2 катеті. Солай ма? Мұнда 1, мұнда 3, сонда 24 болды. Енді S дөңгелектің ауданы тауып алайын. Мына тұрған дөңгелек. Одан бұрын дөңгелектің аудан формуласы PR квадрат қой, іште сылған шебер, кішкентай R-мен жазайын. PR квадрат. Мәселе R-ді тауып алу керек бізге. Үшбұрышқа іште сылған шеңбердің, неге жүрек болып кетті? Үшбұрышқа іште сылған шеңбердің радиусын табудың формуласы қалай? Именно тікбұрышты үшбұрышқа А қосу Б азайтылған С бөлінген 2 деген арнайы өзінің формуласы бар. Жүре ма? Осыған саламын. Онда R тең А деген 8, Б деген 6, С деген 10. Бөлінген А қосылған Б катеттерін қосып гипотенузаны азайтып екеуіміз. Дұрыс айтасыз. 14-14-тен 10-ды азайтсам 4, 4-ті 2-ге бөлсем 2 болады. Солай ма? Енді орнына қоя салам. S дөңгелек тең пи тұра берсін, өйткені жауабында пи мен тұр. Көбейтілген қанша болады? Сонда іште сұрақ қойсам болады ма? Аха. Іште сызылған шеңбердің радиусын табу үшін сол сырттай сызылған үшбұрыштың, егер ол тікбұрышты үшбұрыш болса, катеттерін қосып, ол жалпы формула ғой да, гипотенузаны азайтып. Арнайы тікбұрышты үшбұрышқа берілген формула. Сол қасиет бойынша шығара берсек болады. Шығара береміз. Мынаны таптық, Енді мына боялған фигураны табу үшін үшбұрыштың ауданынан дөңгелектің ауданын қосам ба, азайтам ба? Азайтамыз. Азайтам, өйткені үшбұрыш деген бізде үлкен ғой, Сол үшін 24-тен нені азайтам? S-тен дейсайшы. 24-тен 4 пиді азайтам. 4-ті жақша сыртына шығар жейін, 6 минус пи. Дұрыс па? Онда менде Д жауабы болады екен. Хорошо? Осы есептер жазып отырайық па, бәрін жібересіз ба? Жіберем. Өзіңізге жазып алыңыз. Кеттік. Енді мынау бізде не дейді? Қиық пирамида. Үш бұрышты дұрыс
қиық пирамида, яғни екі табаны дұрыс үшбұрыш. В общем, пирамиданың ортасына қиып жүрген ғой. Сонда менде мынандай қиық пирамида пайда болды. Табанның ұзындықтары 6 дейді. 6, 6, 6. Мынау 12 дейді. 12, 12, 12 болсын. Пирамиданың бүйір бетінің ауданы. S бүйір бет. Бүйір беттің аудан табудың бізде формуласы бар. Ол бізде былай. P1 қосылған P2 бөлінген 2 көбейтілген M. M деген не? Бағана апофема деп айттым, апофема. Так, енді P1 деген не? P1 деген бірінші үшбұрыштың периметрі. 6 көбейтілген 3. Дұрыс қой, өйткені ол дұрыс үшбұрыш. Сонда 18 болады. P2 6 деген көбейтілген 3 деген 6 ол ұзындығы, ені 3 па? үшбұрыштың периметр, жалпы периметр деген не? Барлық қабырғаның Периметр деген қосындысы. 6 қосу 6 қосу 6 демей, 6 көбейту 3 дейсің болады ғой. Мынау да 12 көбейту 3. 36. Солай ма? Осылай ғой. Енді М апофеманы табу керек мәселе бізге. Апофеманы табу үшін мен қазір былай жасаймын. Апофема деген мынау ғой, мынау. Қазір мен сызып көрсетейін сіздерге. Короче, дәл ортасы былай бөліп тастаймыз ортасына. Солай ма? Енді оны мен қалай табамын? Мен былай жасаймын. Былай жасайын. Апофеманы табу үшін мен бірінші мына жерді тауып алайын. Мына жерді. Мынау. Қазір ручка алынбайды екен. Мынаумен мынаны тауып алайын. Бұл деген не? Бұл үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер, сырттай сызылған шеңбердің радиусы болып тұр. Келсеңіз ба? Сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Осыны тауып алуым керекпін. Енді оны табу үшін мен былай жасаймын. R1 тең түбір астында 3A бөлінген, сырттай сызылған ғой, 6 деймін. 6 емес, 3 деймін, сырттай сызылған 3. Ал R2 тоже түбір астында 3A бөлінген 3. A деген бірінші үшбұрыштың ауданы, A1, A2 деген екінші үшбұрыштың қабырғасы ауданы деп бұл. Енді қоям орында. Түбір асты 3 көбейтілген A1 бізде 6-ға тең. Бөлінген 3. Мұнда 1, мұнда 2, сонда 2 түбір астында 3 болады. Ал мынау түбір асты 3 пен бөлінген 3 ол жалпы ылғида тұрақты болады ғой, формуласы. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің, мынау R, үлкен R, іштей алып жеттім ғой. Үлкен радиус, мынау кішкентай радиус. Мынау бізде 12 қой қабырға, бөлінген 3. Қысқарт жүрем, мұнда 1, мұнда 4. Сонда 4 түбір астында 3 бола қояды. Так, енді суретін салып жүрейін. Мен мынаның суретін апофемамен былай. Мына жерде сіздерге көрінбей тұр, бірақ маған көрініп тұр, міне. Былай ғой, міне. Мынау апофема. Мынау бізде тік бұрышты трапеция емес па? Дұрыс па? Так, тік бұрышты трапеция болса, мен былай жасайды қай жер трапеция? Міне, мына жер, көріп тұрсыз ба? Ой, міне. Мынау. Қоршап сызып көрсетіп тұрмын, көріп тұрсыз ба? Басқа ручкамен көрсетесіз ба? Ручка төбеден көрінбей тұр қазір. Міне, мынау. Мынау. Хорошо? Мынау бізде тікбұрышты трапеция. Тікбұрышты трапецияда мына нелері, мына ұзындықтары бізде іштей сызылған шеңбер екен ғой. Мен басында дұрыс шығарыппын ғой. Қазір өшіре салайын. Не көріп тұрсыздар ма? Мына бөліктері, мына жер и мына жер. Ол бізде іштей сызылған шеңбердің радиусы. Онда кішкентай R1 мен R2 болады. Онда табандары 3 емес,
6 болады. Хорошо? мына жер дегендеріңізді көрінбей қалды. Қазір. R1, R2. 6, 6. 6, 6. Қысқарып кетеді, сонда түбір асты 3 болады. Мынау 1, мынау 2 болады. Демек, мынау 2 түбір асты 3 бола қояды. Сонда мен мына жер таптым мен. Көріп тұрсыз ба, енді мен бояп тұрмын міне. Мына жер менде түбір асты 3 болады. Ал мына жер, мынау табаны. Менде 2 түбір асты 3 болады. Хорошо? Енді мен мына апофеманы тауып алуым керек. Ол үшін мен мына жерге тік бұрышты трапецияның суретін сала салайын. Міне. Мен бағана мына жерді таптым. Түбір асты 3, 2 табаны. И мынау 2 түбір асты 3. Хорошо? Осыны мен тапқаным болатынмын. Биіктігі 1 деп беріп тұр, онда мына жер 1 болады. Мына жер. Мынау биіктік. Енді мынаны қалай табамын, қалай білесіздер? Мына тік бұрышты трапецияның бүйір қабырғасын қалай тапсам болады? Ол үшін мен мына төбесінен биіктік түсірем тағы да. Мынандай. Сол кезде мынау 1 болса, мынау 1 болады. Келісесіз ба? Және де апофема жартысы ғой. Сондықтан мен мына жерді, мынау общий 2 түбір асты 3 қой, иә? Онда мына жер, былай көрсетейінші. Мынау түбір асты 3 болады, дәл жартысы. Онда мен мына апофеманы табу үшін түбір асты 3m деп қойыншы. Mді табу үшін түбір асты 3-тің квадратына 1-дің квадратын қосып Пифагормен шығара салмайын ба? Сол кезде түбір асты 3-тің квадраты 3, 1-дің квадраты 1. Сонда менде 2 шығады. Келесіз ба? В общем, апофема 2. Все, болды. Енді мен орнына қоя саламын. S бүйір беті тең болады. P1 қанша болды бағана? 18. P2 36. Бөлінген 2, M2. Қысқара ма? Қысқарады. Қос жере салыңыз. 46. 54 па? Иә. 54 қой. 54 сантиметр квадрат. Несі сантиметр деп берілмепті ғой. Все болды, онда 54 болып қала береді. Сонда менде С жауабы. Жүре ма? Жолдас, мына жерде бар ғой? Мына жерде 2 түбір асты 3. 2 түбір асты 3 деген ұзындық бар ғой, біз екінші радиус. Иә. Мына жерде жартысы деп алдыңыз ғой, не үшін жартысы деп алдыңыз, ол жартысы болмай тұр ғой. Жоқ, жартысы болады, потому что мына ұзындық, мынадан 2 есе ұзын болып тұр ғой. Сіз мына жерден бұлай биіктік жүргізесіз. Не, мынандай биіктік жүргізесіз. Түсіндім, иә. Жартысы болып тұр ғой. Хорошо? Осылай аламыз. Хорошо. Осылай сұрақ қойып отырыңыздар. Кішкене сабақ. Так, кеттік. Комплекс сандар. Комплекс сандар бізде қай класста өтілуші еді? 11 ма? 10 ба? Есімде жоқ. 11 ғой деймін. 10 класс. Мынаны А куб плюс Б куб десек, егерде есеп ұзақ болып кетеді. Сол үшін былай жасайын. Үстін бөлек, астын бөлек ашсам қалай болады екен? Былай жасайын. Жоқ, былай жасайын. Мына кубты ашпайсыздар. Ашса ұзақ болып кетеді. Былай жасаймыз. 3 қосу ай деп тұр ғой, бөлімі 2 минус ай деп тұр ғой. Мен былай жасайын. Мына куб плюс 3 айдың кубы кәше тұра тұрсын. Мыналарға тиіспеймін. Мен мына бөлімін түйіндесіне көйтерім. Бөлімі 2 минус ай деп тұр ғой. В общем, мен бөлімнен ай деген нәрсені алып тастауым керек болып тұр ғой, әйтпесе есеп бөлшекпен болып кетеді. Мына жауапта бөлшек жоқ, кәдімгі түбірмен тұр. Сондықтан мен былай жасаймын. 2 минус айды 2 плюс айға көйтерсем болады ғой. Бөлімін қандай санға көйсем, алымын да сондай санға көйтем. Дұрыс па? Қазір не үшін екен көресіздер? Бөлшек. Сонда мынау А минус А квадрат минус Б квадрат қой. 2-нің квадраты 4, айдың квадраты ай квадрат. Дұрыс па? Алымын аш жүрейін, айта саңыздар. 6, 3 ай қосу 2 ай, 5 ай дей салсам бола ма?
қосу ай Мгм. квадрат. Иә? Оның сыртында не Иә. бар? Кубы бар. Куб Плюс, бар. енді 3 кубты мен аша салайын, 27 куб. Келсіз ғой? Енді Иә. былай жасайын. Мен бағана комплекс сандарды айтқан болатын, квадрат ол бізде -1-ге тең. Комплекс санда осындай Иә. формула бар. Енді мен келемін де 6 қосу 5 ауызша шығара салайыншы, пожалуйста. Қайта айта өшмей. Квадраттың орнына -1-ді қоя саламын. Сонда мына жер Иә. -1 болып кетеді ғой. 6-тан 1-ді азайтсам 5. Иә. Келсіз ба? 5 плюс 5 болып кетеді. Бөлімі, Мгм. мына квадрат бізде -1, -1 плюс 4-ке 1-ді қоссам 5 болады бөлімі, 5. сырты куб. Келсіз ба? Қосу Иә. 27 куб. Енді келемін де 5 пен үшеу сұрақ қойсам қысқартып болады ма? Мына жерде 5 ай көбейтілген -1 болды, осы кезде -5, 6-дан -5-ті азған 1 болмай ма? 6-тан жоқ, -1 емес, квадрат қана -1. Ай квадрат қана Квадрат. Айды мынаған тең деген формула жоқ. Сол үшін мына 5 деп қайтадан көшірдім ғой, оған ештеңе қоя алмаймыз. Хорошо? Міне қараңыз, квадраттың орнына -1-ді қоямын ғой. Сол кезде мына минус пен мына плюс минус болып кетеді. 6-дан 1-ді азайтам, 5 қалып отыр ғой. Енді қараңыз, бөлшектің бөлімде 5 бар ғой, сол мына екеуімен жеке-жеке қысқарып кетеді. 5-ті жақша сыртына шығарып отырмай қояйын енді. Сол кезде не қалды? 1 қосу айдың кубы қалды. Келсіз ба? 27 куб. Иә? Енді мынаны не істеймін? Формула бойынша ашып жіберсем болады ма? Иә, айтып жібере салыңыздар. Иә, болады. 1-дің кубы 1, қосу 3 еселенген дегені бар ғой. 3-ке 1-ді Иә, көбейтіп 3 плюс 3 квадрат. 3 квадрат, дұрыс айтасыз. Плюс куб. Иә? Плюс 27 куб ол сыртында тұра береді. Енді келемде кубқа 27 кубты қоссам 28 куб. Дұрыс қой? Аха. Плюс Иә. 3 квадрат плюс 3 қосу 1-мен, рет-ретмен жазып алайын деп отырмын. Енді қараңыз, мен былай жасаймын. Мына жерде квадрат -1 дедім ғой, иә? Енді кубты жазайықшы. Куб деген ол квадрат көбейту емес па? Сол кезде Иә. квадраттың орнына -1-ді қоя салсам бола ма? 1 Сонда -i болады. Келсіз ғой? Иә, иә. В общем, куб -i болды ғой. Кубтың орнына -i-ді қоя салам, сонда -28 болып кетеді. Дұрыс па? Квадраттың орнына -1-ді қоям, -1-ге 3-ті көбейтем, -3 болады. Қосу 3 қосу 1 ол көшіріледі. -28 қосу 3 -25 Келсіз ба? Иә. -3 плюс 1 -2 болады. Енді мен мынаны былай жазам. Z тең болады. Өйткені есепте айтады, комплекс санның модулі дейді. Комплекс санның модулінің формуласы Z модуль, иә? Ол x квадрат қосу y квадрат түбір. Келсіз ба? Енді менде мына жерде -25 -2-ні мен орындарын ауыстырып жазам. Вообще-то сан бірінші жазылады. -2 -25 25 қазір. 25 Енді қараңыз. -2 деген ол нақты бөлігі. Нақты бөлігі ол -2. Ал -25 жорамал бөлігі. ол жорамал бөлігі. Иә, осындай не бар ғой бізде? Жорамал бөлігі ол бізде -25. Жазылмайды. Хорошо? Ой, -25 Осыдан нақты бөлік ол бізде x, жорамал бөлік y. Дұрыс па? Осыдан x нешеге тең? 8-ге тең, y -25-ге. -25. Орнына қоя салам, сонымен бітеді есеп. -2-ның квадраты қосу -25-тің квадраты. Шығара салам. Сонда 4 қосу 6. Сонда болады 629. Бар ғой осындай ответ, иә? Иә. Б. Бірастында. Иә. Түбірден 629 шықпайды, осылай қала береді. Түсінікті. Хорошо. Кеттік, енді мынандай бір қызық есеп шығарайық. Мынау бізде көп мүше деп аталады. Дұрыс па? Көп мүшенің бүтін түбірлері қосындысы. Енді қараймыз. X куб плюс 2x квадрат минус 5x минус 6. Жалпы мына көп мүшені табу үшін
мен не істеймін? Түбірлерін нөлге теңестіремін. Сізде бұндай есепті шығарудың екі тал варианты бар. Қандай? Бірінші вариант, сіз мыналарды, в общем, 2х квадратты, х квадрат қосу х квадрат дейсіз ба, 5х минус 2х минус 3х, в общем, барлығын шаш жүресіз. Қайтадан кіші ақша сыртына шығарып, сосын жіктейсіз. Бірақ маған ол ұзақ болып кетеді. Сіздерге мынандай ең оңай вариант үйретейін. Именно жоғары сыныптарда. Былай жасайсыз. Ең соңғы санға қараймыз. Бұл 6 ғой. Таңбасына қарамаймыз. 6, бос мүше. Осы 6-ның бөлгіштерін ойлаймыз. 6 қандай санға бөлінеді? Айтып жіберіңіздер. Ол плюс минус 1. Дұрыс па? Плюс минус 2. Плюс минус плюс минус 6. Енді ерінбей отырып, осы 8 сан ғой, 8 санды апарып мына жерге қоясыз. Қойған кезде тең 0 деген жауап шығатын болса, сол есептің түбірі. Хорошо? Шықпаса ол түбірі емес. Вот. Ең оңай жол осы. Қай жерге қоямыз? X-тің орнына. X-тің орнына қоямыз. Қай жерге қоямыз дейді. Қоямыз, дұрыс айтасыз. Кеттік. Бірінші плюс 1. 1 плюс 2 азайту 5 минус 6. 0 шыға ма? Жоқ. Жауап. Окей? Екінші минус 1-ді қояйық. Айта беріңіздер. Минус 3. Минус 1. Плюс 5 минус 6. Арифметикадан қатегер қамайды. Минус 1-ге 2-ні қосам? 1. 1-ге 5 қосам 6, 6-дан 6 азайсам 0 шыға ма? Мынау есеп. Значит, минус 1 түбірі. Есептің бір жауабы минус 1 шықты. Көрдіңіздер ме? Оңай жол осы бізде. Енді плюс 2-ні қоям. Айта беріңіздер. 8 қосу 8, азайту 10, азайту 6. 8-ге 8 қоссам 16, 16-дан 10-дан 6-дан 6-дан екінші. Минус 2-ні қоям. Айта беріңіздер. Минус 8 плюс 8 болады. Өйткені минус 2-ні квадрат плюс 4 қой бәрі. 10 минус 6. Мына екеуі бөліп кетеді. 0 шықпайды. Жауап. 5-ші плюс 3. 3-тің кубы 27 плюс 18 ба? 18 минус 15 минус 6. 0 шыға ма? 6. 6-шысы минус 3. Айтып жеріңіз. Минус 27 плюс 18 болып қала береді, квадрат тұр. Плюс минус 6. 0 шығады сияқты. 27. Так. Минус 27 қосу 8 қосу 15. Минус 9. Шығар екен. Плюс 15. Есептің жауабы. 7-шісі плюс 6-ны қояйық. 6-ның кубы 216 ма? Қосу 36, 2 өсек 72. Мына 30, 6 явно 0-ге тең болмайды. Көріп. 8-шісі 6 минус 216 плюс 72 плюс 30 минус 6. Енді мына жерде де 0-ге тең болмайтыны көрініп тұр. Сонда есептің жауабы қандай? Минус 1-ге 2-ні қосқанда 1. 1-ге минус 3-ті қосқанда минус 2. 3-ін қоса салайық. Минус 1 қосу 2. Минус 2. Минус 2 ма? Минус 2 шығады. 2. Д жауап. Жарай ма? Ең оңай жол осы. Сонда бос тұрған мүшесін жаңағы қандай сандарға бөлінеді? Соны тауып аламыз мүшенің да? бөлгіштерін жазасыз. Ал егер үлкен сан болса шы? Қалай үлкен сан? Бос мүше. Енді қатты үлкен сан берілмейді енді мектеп математикасы. Мынау квалтест есебі ғой. Квалтест есептің өзінде 6 деген сан тұр. Көріп тұрсыз ба? Вот қатты бір үлкен сан берілмейді. Ол ұшматта болатын шығар енді. Сонда Бір катеті 5, гипотенуза 13 болатындай дейді. Давайте көрейік. Бір катеті 5, мынау 5 болсын, гипотенуза 13 болсын. Екінші катет қанша болады? Айтып жере салыңыздар.
12 болады. Уже 169-дан азайтамыз 25-ті. тапсырған кезде сіз 13-тің квадратынан 5-тің квадратын азайтып отырмайсыздар, иә? 13, 5, 12, 13 деп. 12 болды. Енді іштей дөңгелек сызылған дейді, іштей шеңбер сызып жіберейік. Үшбұрыштың кез келген ішкі нүктесінің дейді, мынау центрі болсын, ішкі нүктесінің дөңгелек ішкі нүктесінің, короче, сіз бір нүкте аласыз дейді, мына жерде А нүктесін алдым, иә? Осы А нүктесінің осы дөңгелектің ішінде болу ықтималдылық қандай дейді? Тура бағана ғой, М бөлу N. Дұрыс па? М деген S дөңгелек, өйткені ішінде дөңгелек тұр. М деген общий S бұрыш, потому что үшбұрыш ол сыртында тұр. Хорошо? Енді тура бағанағыдай S үшбұрышты бірінші тауып алайын. Ең оңай сол ғой. Тікбұрышты үшбұрыш қой. Кім айтады? Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 А көбейтілген Б. Солай ма? Ал формула. А бізде 5, Б 12, 2 катет. Гипотенузаның қатысы жоқ. Мында 1, мында 6, сонда 30 болады. Келесі енді S дөңгелек. Дөңгелектің ауданын табу үшін S-тен PR квадрат деген нәрсе шығады. PR квадрат. Мәселе R-ді тауып алу керек бізге. R-ді мен қалай табамын? R іштей сызылған. Қараңыздар, бағана R туралы айтқан болатынмын. Тікбұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шеңберінің радиус қалай? А минусы 2. Енді айтып жүре салыңыздар. 12 қосу 5. 12 плюс 5 минус 13. 17, 4, 4 бөлем 2. 2. Енді S дөңгелек. Пидің орнына 3,14 қоя салам, потому что мына жерде пи деп тұрған жоқ қой бағанадай жауап, иә? Көбейтілген 4. Онда 3,14 қоя саламыз. 2 квадрат. Қанша болады? 12, 56 ма? Иә, 12, 56. Так, енді орнына қояйын. 12,56, S үшбұрыш 30 ғой. Так, 12, 56. Жұлдыз. Ау. Сонда ана жерде ықтималдық 419. есептелсе, ықтималдық деп есептелсе, осы М бөлінген N-ді не деп қолданамыз ғой? Ықтималдық деген нәрсені естисіз ба? Сразу М бөлінген N. М деген ол үшбұрыштың ауданы, N дегеніміз, М деген ол дөңгелектің ауданы, N деген қарайсыз ғой, егер де именно осы геометриялық есеп берілсе, М деген қайсы ішінде тұр? Дөңгелек қой, дөңгелектің ауданы, М ішінде тұрған фигура. М сыртында тұрған фигура. Хорошо? Осылай жасалады. Сонда бөлген кезде 0. Ал егер, например, сыртында тұрса дөңгелек, наоборот, N-ді керісінше болады. Ауыстыра саласыз ғой орын. Енді мына жерде жауабын мыңдыққа дейін дөңгелекте дейді. Мыңдық дегенде 3 сан болу керек қой, иә? 419 примерно жуықтаған кезде. Бар ғой? Иә. Калькулятормен бөле салып, жуықтай салдық, в общем. Осылай шықты. Хорошо? Түсінікті есеп. Иә. Кеттік, енді мына есепті көрейік. Синус квадратсыз болса, онда синус альфа мен синус беттаға сала салатын едік, бірақ квадрат тұр. Онда біз бірінші былай жасаймыз, мына есепте кішкене ұзақтау болады, но шығаруға болады. А квадрат минус Б квадратқа саламын. Бола ма? Айтып жүре салыңыздар, кішкене ұзақтау болады, но шығаруға болады. Өте қызық есеп. Мынандай есептен сіздер балдан айырылмауыңыз керексіздер. Хорошо? Өйткені ең оңай есептер осы. А квадрат минус Б квадрат қалай? А минус Б, А плюс Б. Айтып жеріміз. Синус 5π бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2 минус синус 3π бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2. Екінші ақша тура осы, бірақ ортасы плюс болады. Хорошо? 5π бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2 қосу синус 3π бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2. Вот. Мұны шығарсам есеп бітеді. Енді мынаны 1, 2 деп шығармасам есеп өте ұзақ болып кететін сияқты. Кеттік. Бірінші ақшаны есептеп алайын. Синус 5π бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2 минус синус 3π бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2.
синус, мында формуласын жазам. Синус, альфа минус синус бета. Қалай еді? 2 альфа минус бета бөлінген 2, 9 класста өттік қой. Косинус көбейту. бета бөлінген 2. Осыған апарып қоя саламын. 2 синус альфа минус бета. Альфа деген мынау. Бета деген мынау. 5 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2. Не істеймін? Бөлу 2. Бөлу 2. Қатты жоғары жазып жеттім ғой. Косинус, жоқ, мен мынан екіншісін жазбаппын ғой. Бәсе, минус бета, Жақшаға алып 3 пи бөлінген 8, минус пи минус плюс альфа бөлінген 2 болып келеді. Таңбадан шатасып кетпеңіздер, жарай ма? Мына екеуі жойылып кетеді. Косинус 5 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2. Енді плюс, плюс 3 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2 қала береді. Келсесіз ба? Осыны есептеп алайын. Енді 5 пи бөлінген 8-де 3 пи бөлінген 8 азайсам 2 пи бөлінген 8. Келсесіз ба? 2 синус 2 пи бөлінген 8-ді 2-ге бөл деген ол 2-ден 1-ге бөлінген 4. қысқарып кетеді, пи бөлінген 8 қалады. Келсесіз ғой, иә? Көбейту косинус 5 пи бөлінген 8-ге 3 пи бөлінген 8 болсам 8 пи бөлінген 8. Ол пи бөлінген 8 мен 8 қысқарып кетеді, общем пи қалады. Дұрыс қой? Пи минус альфа бөлінген 2, минус альфа бөлінген 2, минус 2 альфа бөлінген 2, 2 мен 2 қысқарып кетеді де минус 2 қалады. Минус альфа қалады, бөлімі 2 болып қала береді. Дұрыс қой? Общем, біріншісі осылай болды. Қазір артық затты өшіре салайын, мына жерге симай қалады. Бұл біріншісі, иә? Бөліміндегі екілер қалып қалды ма? Бөліміндегі екілер қалды ма? Екіге бөліп салдық қағаны. Сразу бөліп салдық, иә? Болды. Жауап мынада мысалы, қалай еді? 2 пи бөлінген 8 шықты ғой. 2 пи бөлінген 8 2-ге бөлінгенде 2 мен 2 қысқарып пи бөлінген 8 қалды. Мына жерде 2 қалып қойды, мына үстінде пи минус альфа қалды. Үшін мына 4-тен ықшамдаған кезде. Астында 2 қалып қойды. Иә? Кеттік енді екіншісі айтыңыздар. Синус 5 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2 плюс синус 3 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2. Дұрыс қой? Бұл 2 синус, енді не істеймін? Қосу болса, қосып 2-ге бөлем бірінші, сосын азайтып 2-ге бөлем. Давай. 5 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2, қосу 3 пи бөлінген 8, минус болып қалады ғой, минус альфа бөлінген 2 бөлінген 2. Көбейтілген косинус, мәмін жерге симай баратыр. 5 пи бөлінген 8 минус альфа бөлінген 2, бұл жолы минус болады. Минус 3 пи бөлінген 8, мына жерге жазамын. Плюс альфа бөлінген 2 ол кетеді, бөлінген 2. Мына жерге мынау жойылып кетеді. Солай ма? Сонда мен 2 синус, мына екеуін қоссам, в общем, мынаның жауабы бірдей. Пи минус альфа бөлінген, өйткені алдында тек қана аргумент өзгерген жоқ, синус пен косинустар ғана өзгеріп тұр, иә? Көбейту косинус бөлінген 8. Иә, осындай нәрсе шықты, в общем. Енді ең соңғы шақ, орнына апарып екеуін көбейту, иә? 2 синус пи бөлінген 8, көбейтілген косинус пи минус альфа бөлінген 8. Көбейту 2 синус пи минус альфа бөлінген 8, көбейту косинус пи бөлінген 8. Солай ма? Енді осы жерді қарап алыңыздар. Мен былай жасаймын. Мынау, иә? И мынау. Үшеуіне қараңыздар. Формула ма? Формула. Синус 2 альфа ғой. Синус 2 көбейтілген альфа деген пи бөлінген 8. Солай ма? Мен сұрап қарат. Мынаны екі сызықпен сызам. Мына үшеуі формула ма? Иә. Синус 2 альфа. 2 альфаның орнына пи минус альфа бөлінген 8-і полный жазам. Иә? Енді 2 мен 8 мына жерде қаратындар бар. Сонда менде қалады синус пи бөлінген 4. Мына жерде мынау мен мынау қысқарады. Пи минус альфа. Ойбай, мына жерде 8 деппін ғой. 2 екен ғой. 2-ні мен 8 деп жазып қойдым. 2 емес па? Айжер?
Мына жер 2 ғой. 2-ні мен 8 деп қойдым. 2, 2, 2, иә. 2 міне пи минус альфа бөлінген 2 емес па? 8 деп қойдым. Мынаған қарап жазсам ғой. 2 мен 2 кетеді, сонда менде қалғаны Дұрыс жауабында. Ау, Жауабында дұрыс салу керек шығар. қай жерді? мына жерде егер 2 болатын болса, ол анда формула болмай қалады ғой. Неге? О, дұрыс. Бол, дұрыс. Дұрыс қой. Жоқ, міне синус 2 альфа деп мен мыналарды жаздым. Мынаны. Мынау Қазір 8 мен емес, қақпайтын. 2 екен ғой, ойбай, 2 мынау. Соны айттыр. Шатасып кетпеңіздерші. Мен басқа ручкамен Иә, жаза анау. салайын, өйткені қазір. Себеп қазір мен өшірсем полный кетіп қалады. 2. Хорошо? Иә, осылай, иә. Енді дұрыс болды. Так, синус пи бөлінген 4 деген синус 45, ол түбірасы 2 бөлінген 2. Мынау бізде келтіру формуласы. Синус пи минус альфа нені білдіреді? Синус альфаны білдіреді, иә? Бар ма осындай жауап? Иә. Так, Мына түбірасы 2 бөлінген 2-ні 1 бөлінген түбірасы 2 деп ала салған ғой. А жауабы ма? Мында синус альфа бөлінген түбірасы. Иә, А жауабы. Кішкене жауапты бір түрлі берген. Хорошо? Мына жерде пи бөлінген пи түбірасы минус 2 альфа 2 бөлінген 2 емес па? Иррационалдықтан. Формуласы. Минус альфа деген. Мынау бізде келтіру формуласы. Синус пи минус альфа, ол бізде синус альфаны білдіреді. Осы тақырыпты қарасаңыздар, формуласын шығарудың оңай жолын көрсеткен болатын, не? Яғни пи да өзгермейді, синус альфа болып қала береді. Және пи минус альфа бізде екінші ректе плюс тағылдайды. Осылай үйреніп алсаңыздар, негізі жаттаудың керек жоқ, потому что формула өте ұзақ қой бізде. Осылай келтіре саламыз. Хорошо? Кеттік. Келесі есеп. Кесіндінің ең үлкен, ең кіші мәнін табу. 5-6 есеп қалды, сонымен бітеді. Ең үлкен, ең кіші мәнін табу үшін, мына қайтадан көшірмей қойшы. Тең, ықшамдай салайын, иә? Х куб минус 7,5 х квадрат плюс 18х плюс косинус пи бөлінген 3-тен косинус 60 градус қой. Косинус 60-та 2-ден 1 ма? Иә. Қосу, енді қараңыз. Косинус квадрат х-ке синус квадрат х тоссақ 1 емес па? 1. 1-ге 3 тоссақ 3 плюс 1. 2. Түбірден 2 шығады. Иә. Иә. Енді ықшамдап алайын. Х куб 7,5 х квадрат қосу 18х 2-ден 1-ге 2, мынау азайту екен, қазір тағы қате кетеміз таңбадан. 2-ден 1-ге 2-ні азайтсам, минус 2-ден 3 келсес ба? В общем, осындай функция шықты, ең соңғы нақты. Баламыз. Енді айтады, кесіндінің ең кіші мәні дейді. Ол үшін не істейік? Бірінші туынды алам, әрине. 10 классының программасы. 3х. 3х квадрат. Мынаның алдыға түсіп кетеді 15. 3х квадрат. Плюс 18. 15х. Санның туындысы 18. Солай ма? Енді келемде осы 18. туындыны не істеймін? 0-ге теңестіремін. Мен вектен шығара салайын, 3-ті апар 18-ге көйте салам, е? Минус 15х қой, плюс 54 па 18-ге 3-ті көйтсем, тең 0. Есептің жауабы 6 мен 9 екен көріп тұр. 6-ға 9 көйтсем 54, 6-ға 9 қоссам 15. Келсес ғой? Енді жерді тағы да қазір қосам. Қазір шықпаңыздар, шығып кетпеңіздер. Тақта көрінді ма? Жоқ. Енді? Көрінді. Енді көрінді. В общем, беттен таба салдым, жауап 6 мен 9 болды. Бірақ обратно 3-ке қарай бөліміз керек бізде. 6-ны 3-ке бөлем 2, 9-ы 3-ке бөлем 3. В общем, дискриминанттен шығарсаңыздар да осы жауапты шығарып береді. Хорошо? Мен просто веттен тезде шығарайын деп жатырмын. Енді 2 жауап шықты. Осы 2 шыққан жауап мына аралыққа жата ма? Тексереміз. 2 жата ма? 2,5-ның арасына. Жатады. 3 жата ма? Жатпайды. Жатпайды.
Жатпаса 3-ті алмаймыз. Окей? Енді қараңыздар, мына жерде көп оқушылар мынандайдан қателеседі. Енді Мынау орнына қоямыз ба? ең кіші мән ғой, иә? Ең Орнына үлкен, ең қоямыз, кіші иә. мәнді тапқан кезде, мына шыққан жауапты көбісі туындыға апарып қояды. Жоқ, ол максимум, минимум мәнде ғана туындыға апарып қоясыздар. Иә? Ал ең үлкен, ең кіші мәнде берілген функция, яғни Функцияны өзіне қоямыз. берілген функцияға апарып қою керек. Окей? Сонда Мгм. f2-ні қоям, сосын мынау бізде кесімді ғой. f0 және f2-ден 5. Яғни екі кесімдімен шектелген Жарым бөлік аламыз. қою керек. Сонда менде 3 мәнді апарып қоям ғой. Қайда? Мына жерге. Жүре ма? Берілген функцияға. Дұрыс айтасыз. Берілген функция қоямыз. Туындыға қоймаймыз никогда. 2-ның кубы 8. Айтып жіберген салымыздар 4 па? 7 жарымға 4-ті көбейтем 30. Қосу 18 бөлтем 36. Минус 1 жарым жасағайыншы 2-ден 3-ті. Жарым. Иә. Есептей салайық. 8 минус Минус 30 плюс 36 минус 1. 12 жарым ба? Иә, 12 жарым. Жарым, 12 жарым. Енді 0-ді апарып қойсам, мына жақ төл 0 болып кетеді, минус 1 жарым қалады ғой. 0. Минус 1 жарым қалады. Иә. Келесі, мынау 2-ден 5 деген ол 2 жарым. Солай ма? 2 жарым кубы. 15,625 екен. 2 жарымның квадраты 625. Көбейту 7,5. 7 жарымға, аха. Сонда менде 46,875 шығады екен. Қосам, плюс 8-ді көбейтем, 2 жарым ба? 2,5-ке. 45 шығады екен. Азайту 1 жарым. Енді осыны есептей салайын. 15, 625, азайту 46, 875, қосу 45 и азайту 1 жарым. 12, 25. Ең кіші мәнді сұрап отыр ғой. Ең кішісі қайсы? Минус 1,5. Минус 1,5. Ең кіші, мында жазып қояйыншы. 125. Минус 1 жарым, иә? Жұлдыз, сізге сұрақ қойсам болады ма? Иә. Мына жерде бір ғой, туындысын тауып алдық қой, x квадрат минус 15x плюс 18 деп, одан кейін 3-ке бөліп жердіңіз бе, көбейтіп жердіңіз бе? Қай жерді? Мына жерді? Туындысын таптық қой функцияның. 3x квадрат минус 15x плюс 18 деп. Сосын 54 қайдан? қараңыз. Иә, мен виеттен шығарып жатырмын ғой. Қараңыз, мен мынаны 0-ге тегістіруім керек. Иә, туындыны 0-ге тегістірем. Ол өзі шығарды. Енді сіз мынаны дискриминантпен шығара аласыз. Өйткені бұл квадрат теңдеу ғой. Бірақ дискриминантпен маған уақыт өте көп кетеді. Үлкен сандармен жұмыс жасағым келмейді, сондықтан виет формуласын пайдаланамын. Яғни, виет формуласы бойынша, егерде x квадраттың алдында сан болмаса, онда біз былай аласыз. Егерде мына 3 болмаса, сіз былай аласыз. Сіз логически ойланасыз. 2 санды көбейтсем 18, қоссам минус 15 болса, плюс 15. Ол қандай сан деп ойлайсыз. Бірақ мынаның алдында 3 тұр ғой. 3 тұрғандықтан мен мына 3-тен құтылуым керекпін. Сондықтан 3-ті апарамда ең соңғы тұрған бос мүше бар ғой, 18. Соған көйтіп жүреді. Пайда болады. 3 жоқ болып кетеді. Мына 3 деп жазып жүрмеңіз. Енді мына оңайырақ болды, мына теңдеуді шығару. Түсіндім, 6-ға 9-ды қосқанда 15, 2-ін көбейткен 54. Енді қараңыз, жауап 6 мен 9 болмайды. Өйткені сіз бағана 3-ті өзіңізге көбейтіп алғасыз ғой. Енді қайтарып бересіз. 6-ны 3-ке бөлем 2, 6-ны 3-ке бөлем, 9-ды 3-ке бөлем 3. Хорошо? Вот содан шықты. Қай санға көбейттім, сол санға бөліп аламын. Иә, 3-ке көбейтсеңіз 3-ке бөлесіз. 5-ке жақсырақ түсіндім, аха. Ең үлкені 12,125. Иә, 12, жоқ, ең үлкен 12,15, ең кішісі минус 1 жарым. Кеттік, екі жақты бұрыштың шамасы 30 градус дейді. Екі жақты бұрыш деген мынандай, сіз кітап ашасыз ғой, сол кезде қиғашынан бір ашасыз ғой, суретін қалай салсам екен. Міне, суретті онша салумен. Екі жақты бұрыш деген, мына кітапта бір қиғашынан ашасыз ғой, полный емес. Сол кезде екі кітаптың бетінің арасындағы бұрышты, мына бұрышты біз екі жақты бұрыш деп айтамыз. Хорошо?
Яғни осының арасындағы бұрыш 30 градус екен. Сонда кітапта кішкентай ғана ашық қой, примерно. Кітаптың бір жағында А нүктесі орналасқан дейді. Давайте мына бетінен мен А деген нүктені белгілейін. А нүктесінен екінші жағына АБ проекциясы жүргізілген дейді. Енді мына онша көрінбей тұр, бірақ былай болып тұр. Мына дәптерді былайынан қиғашынан неткен кезде АБ екі нүктені былай түзу түсіресіз. Проекция бізде түзу тік болып түседі. Хорошо? Сонда менде сосын айтады АБ 5-ке тең дейді. Хорошо. Мына 30 градус болды. Енді А нүктесінен екі жақты бұрыштың қырына дейінгі қашықтық дейді. Яғни мынаны табу керек. Қыры деген мынау ғой. Мына жерде просто суреттен шықпай тұр, мен сізге былай көрсетейінші. Мынау, короче, 5, мынау А, мынау Б деген нүкте болып тұр. Мынау бізде С болып тұр. Мынау екі жақты бұрыштың қырына дейінгі қашықтық. Мынау 30 градус. Хорошо? Осылай түсінікті болды ғой деймін. Короче, мынау кітаптың бірінші беті, ол кәдімгідей түзу тұр. Сіз қиғашынан кітаптың бетін аштыңыз, 30 градус деді. Мынау бірінші бетінде А нүктесі, екінші бетінде Б нүктесі тұр, ара қашықтығы 5. Сұрақ, кітаптың мына С нүктесінен кітаптың бірінші нүктесіне дейінгі қашықтық, яғни мынаны сұрап отыр. Хорошо? Енді бұл тікбұрышты үшбұрыш емес па? Қандай ереже бар? Бізге гипотенуза 30 градусқа қарсы шыққан катет гипотенузаның жартысына тең. Сонда асыны табу үшін гипотенуза 5-ті не істейді? 2-ке көбейтіп жүрем. Сантиметр. Өйткені гипотенуза үлкен болу керек қой. Сонда А жауап. Хорошо? Осылай жасаймыз. Кеттік, енді мына теңсіздіктер жүйесі ең оңай, біз шығарайық. Х квадрат плюс 4х плюс 5-ті былай жібере салам, минус 5. Бұл 8-ші кластың есебі ғой. Бірінші квадрат теңдеуге айналдырам, виетпен шығара салайын бағанадай. Екі санды көбейтсем минус 5, мен 1 мен 5 болайын. Бірақ біреуінің алды минус. Кез келгеніне қоя алмайсыз, оның шарты бар. Мына плюс 4 деп тұрма, сіз төбесіне минус 4 деп қойыңыз. Яғни екі санды қосса 5-тің алдына минус қоясыз. Көрдіңіз бе? Сонда мынау шешеді ғой, қайсының алдына минус қоятыңызды. Енді екіншісі тоже х квадрат минус 8х минус 12-ні плюс 12 деп былай жіберейін. Жауабын айта салыңыздар. 2 көбейтсем 12, қоссам плюс 8. 2 мен 6 емес па? Енді қараңыз. Мынаны мен жіктеймін. Мынаны жіктеймін. Минус болмай ма? Ау. Интервалсыз сіз шығарамайсыз. Интервалсыз квадрат теңсіздік шықпайды никогда. Енді былай жасаймын. Ау. Даусыңыз естілмей жатыр. Плюс 8 шошын. Интервалдан бұрын мен көбейткішке жіктеп алайын. Именно квадрат теңсіздікті оқушыға жіктеп үйретіңіздер. Хорошо? Жіктеу квадрат үш мүшені қалайды? AX квадрат плюс BX плюс С-ны қалай жіктейді? А, X минус X X1, Y деп жіктемейін ба? А деген бір жазылмайды. X минус 1, X минус 5 минус плюс 5 болады. Солай ма? Кіші немесе? Екіншісін айтып жеріңіздер. X минус 2, X минус 6. кіші немесе, үлкен немесе тең. Үлкен немесе тең. Вот. Енді қорықпай интервал салам. Бірінің астына бірін салам, потому что бұл жүйе. Жүйеде ортақ шешім шығаруым керекпін. Кеттік, біріншісі 1 мен минус 5. Минус 5 мында тұрады дейік, 1 мында тұрады дейік. Еще бұлар боялады екен. Хорошо? Аралыққа бөлемін. Так, кеттік. Не үшін жікте деп айтам, өйткені бар ғой. Сіз мына жерге сан қойсаңыз, есептеуіңізге тура келеді. Ал мына жерге қойсаңыз, сіз просто таңбасын тез анықтайсыз. Хорошо? Бірден үлкен сан айтам, 2. Онда плюс болады. Мынау минус, мынау плюс. Өйткені квадрат теңсіз қой, кезек-кезек келеді. Бізге керегі кіші минус аралық. Минус 5-тен 1-ге дейін. 2 мында тұрады, 6 мында тұрады.
тағы да бөлемін. Иә. Екіншісі онша болмай қалды, жарайды, тұра берсін, жүйе ғой. Так, плюс, минус, плюс. Бізге керегі үлкен плюс аралық екен. Мына жер и мына жер. Енді жауабын айта салыңыздар. Екі рет боялған аралық. Бірден Ең плюс шексіздікке дейін. бірдің аралық. Жоқ, Бірге еді. жоқ, бір ғана аралық. Минус 5 пен бірдің аралық. Екі рет үстіде, астыда қай жерде боялып тұр? Болды, түсіндім. Дұрыс. Дұрыс қой, алттан плюс шексіз десе, жоғары жақ боялып тұрған жоқ. Да, бұл жауап болады. Кетіп қалды. Лайнан. Мен даусым естіліп тұр ма? Сіздердің дауыстарыңыз баяу келіп жатыр маған. Иә, дұрыс. Түсіндік. Хорошо. Қанша есеп қалды? 4 есеп қалды, давайте шығарып жейік. Функцияның абсцисасы x тең 1 нүктедегі туындысы дейді. Туындалайық. Бөлінген ба? Ол бөлінген b-ның туындысы. Формула айтып жібере салыңыздар. Қалай еді? Туынды бөлінген b квадрат. Енді мен мына жерде ауызша кетем. Ауызша кетем. X плюс 2-ның туындысы 1. Келсіз ғой? V десе x минус 3. Ортасы минус болады. U деген ол x қосылған 2. V-ның туындысы 2x минус 3-ның 2. Солай ма? Енді асты v квадрат. 2x минус 3-ның Квадраты. Сонда жақшаны ашып жүрем. 2x минус 3. Жақшаны ашам. Минус 2x 2x квадраты. Мына екеуі жойылып кетеді. Минус 3, минус 4, минус 7 болады. Солай ма? Бөлімі 2x минус 3-дің квадраты болып қалады. Енді x1-ді орнына апарып қоямыз. Енді қоя салам. Y туынды 1. Дұрыс қой? Минус 7. 2 көбейтілген 1 минус 3-дің квадраты. Энергиям қатты кетіп жатыр, терлеп кеттім. Минус 7. 2-ден 3 тағайсаң минус 1, минус 1-дің квадраты 1. Сонда минус 7. Солай ма? Ешқашан терлемеу үшін. Естіп тұр, даусым шығыпты. Так, түсінікті ғой, мына есеп? Иә, түсінікті. Кеттік. 10 жаз. Енді мына бір есепті қараңыздар, бірақ мынандай есеп ұбытыға келмейді. Мынау бізде дененің көлемі ғой, есіңізде ме, Айгүл сізге ауданын үйретіп едім ғой, соның көлемі. Бірақ бізде ол кезде айтатын OX өсіне айналдыр деп. Ал мына жерде OX өсіне қатысты айналдыр деп айтып тұр, OY өсіне. Бұл OY деген негізі мектепте өтілмейді, бірақ квалтеста жүр. Хорошо? Сонда дененің көлемін есепте деген кезде өте абай болыңыздар. Бізде екі топқа бөлінеді. OX десе, онда шектері X болып қала береді. Ал егер OY дейтін болса, онда шектері Y пен қалу керек. Хорошо? Демек, мына фигураны біз не? Бұлай көрсетейінші сіздерге. Мынау парабола ғой, міне парабола. Параболаны X 1 мен 2 дейді. Мына жерде суретінде жарайды. Мынау 1, 2. Айналдырғанда біз OX өсімен айналдырушы дедік қой. Енді қазір OY өсімен айналдырамыз. Хорошо? OY өсі. OY өсімен айналдыру үшін сіз бірінші Y тең деген шекті бөлуіңіз керексіз. Так, шекті бөлу үшін мен не істеймін? Ол үшін былай жасаймын. Y бізде X квадрат қой, иә? Енді мен осы жерден былай жасаймын. Бұл жерде өшіргіш қайда? Қазір. Мынау кетпей жатыр. Қазір күте тұрыңыздар. Все. Былай жасаймын. Өшірейін деп едім.
Не қараңыз. Y тең x квадрат қой, иә? Осыдан x Мгм. квадрат бізде y де орындарын ауыстырып алсам болады ғой. Енді келемде Иә. мен именно y емес, x-ті тауып аламын, потому что мен x-ті таппасам, айналдыра алмай қалам ол y көсі бойынша. Хорошо? X-ті табу үшін не істеймін? Мен теңдеудің екі жағын 2-ден 1 дәрежелеп жіберемін. Келісесіз ба? Иә. Сол кезде 2 мен 2-ден 1 қысқарып кетеді, 1 дәреже қалады. Как раз x шығады, а мына жерде y-тің 2-ден 1 дәреже шығады. Сонда y 2-ден 1 дәреже деген ол түбірасы y емес па? Иә. Енді мен былай жасаймын. Y-терді тауып алайын. Не істеймін? Y тауып үшін не істеймін? X-ті квадраттаймын. X-тің орнына мына x1 1 ғой, иә? 1-ді квадраттаймын, 1 шек. Ой, y көсімен айналдырғандағы шектерді тауып жатырмыз. Хорошо? И 2 квадрат 4. Короче, мне 1 деген мына жерде, мынау 2, мынау 2, 3, 4 деп мына жерді ала салайық. 4. Осының арасында мына фигураны айналдырамыз ғой қазір біз. Хорошо? Ой, y көсінің бойымен былайынан айналдырамыз, былайынан айналдырамыз. Былайынан емес, былайынан. Хорошо? Так, енді не істеймін? Енді шектерін жазамын. Жалпы көлемнің Так. формуласы былай ғой. Пи көбейтілген fx-ті не істеймін? Квадраттаймын dx. Интеграл. Бұл бізде көлемнің формуласы. Енді Бұл сізден сұрауға бола ма? Бұл параболаның көлем формуласы ма? жоқ, параболаның көлемінің емес, бұл бізде сызықтар мен Айналу шектердің денесінің көлемі. фигураның Айналу денесінің көлемі. көлемінің формуласы. Интеграл, қайғылы сөз? Интеграл 11 класс. 11. Окей? Так, Аха. енді осыған апарып қоям. Пи алдында тұра берсін, пидің бізге керегі де жоқ. X бізде түбірасты y. Келсіз ба? Түбірасты y, Иә. dy деп жазам, потому что сіз y-ті шешіп жатсыз ғой. Шектері 4-те 1 бағана тапқанбыз, иә? Енді кеттік. Y-тің 2-ден 1 дәрежесінің алғашқы функциясы қалай? 4-тен 1 ма? Y-тің 2-ден 1 дәрежесінің алғашқы. Мына жерде ойбай, квадраты бар ғой. Өйткені мына жерде квадрат бар ғой. Ұмытып бара жатырмыз. Сонда мынандай болады. Пи интеграл 4-1 Иә. y қалады. Келсіз ба? Иә, міне Енді бұлай жасайын. Y-тің алғашқы функциясы y квадрат бөлінген 2 емес па? Дәреже 1-ге қосылып кетеді. Пи алдында тұра берсін, интеграл 4-1. Шектер интеграл. Так, пи тұра берсін, жақша ашамын. Қойыңыздар 4-ті. 4 квадрат бөлінген 2, минус 1 квадрат бөлінген 2. Так, пи 4-тің квадраты 16 ма? 16 бөлім 8, 1-дің квадраты 2-ден 1 болып қала береді. Енді 8-ден 2-ден 1 азайтам. 2-ден 15 па? 15. 2-ден 15. Бірінші 4-ті қойдыңыз ғой, Иә, бірінші 4-ті қойдым, өйткені жоғары шек 4 қой. Сосын 1-ді қойдым. А жауабы. А жауабы. Қараңыздар, мына жерде егерде есепте қараңызшы, егерде OX өсімен айналдырды десек, мынаның арасында OX өсімен айналдырудың несі бар? Жауабы бар. Шатас кетпеңіздер, иә? OX өсімен айналдырғанда мына нәрселердің барлығын жасамайсыздар. Мына жерде не үшін азай кетті? 4 формуласы қалай түсіндірсем екен? Ньютон Лейбниц формуласы бар ғой бізде. Шек берілсе, жоғарғы шектен жоғары шекті қоясыз, төменгі шекті қоясыз и азайта саласыз. Өзінің арнайы формуласы бұл. Міне, x dx интеграл аб дейікші, мына жерге формула жазып қояйын. Тең, мынаның алғашқы функциясы fx емес па? Fx шегін қоясыз аб деп. Сол кезде f адан f b-ны азайтасыз. Осындай Ньютон Лейбниц формуласы бар. Осы ғой. Жақсы, рахмет, түсіндім. Кеттік енді, шырай тұрайық, соңғы есептер қалды. Биіктігі 3 болатын қиық конус бір табаны радиусы екіншісі 2 есе кем, ал жасаушысы үлкен табанымен 45 градус жасайды дейді. Қиық конус деген мынандай нәрсе емес па? Конусты қия саламыз, е? Мынандай. Биіктігі 3 дейді, окей.
биіктік 3 болсын. H тең 3. Бір табаны радиусы екіншісінен 2 есе кем дейді. Давайте мынан x болса, мынау 2 есе үлкен болады ғой. 2x деп ала салайық. Бола ма? Сосын жасаушылар арасында бұрыш мына жер. Мына жерге сыймай қалды. Мына жер мынау. Үлкен табанымен 45 градус жасайды дейді. Конустың көлемін табыңыз дейді. Конустың көлемі қиық конустың. Былай еді ғой. Пи көбейтілген h көбейтілген именно қиық конустың формуласы. R квадрат қосылған R көбейтілген R қосылған R квадрат деген. Осыған апарып қоя саламыз. Жарай ма? Алдында 3-тен 1 болып жүрмеді. 3-тен 1 жоқ алдында. Өйткені бұл қиық конус қой. Так, енді пи деген ол пи тұра береді, h деген 3. Я? Әлде алдында 3-тен 1 бар ма еді? 3-тен 1 бар емес па? 3-тен 1 бар Ол сияқты. дата обычный дата болады. Дұрыс айтасыз. 3-тен 1 бар. Ұмытып кеттім ғой. Так, енді R мен R-ді қалай тауып алам? Ол бізде тікбұрышты трапеция. Дұрыс па? Мынау менде x дейді, мынау менде 2x дейді, мынау 3, мынау 45 градус. Маған не керек болып тұр? X пен x-тер тапсам, мына радиустары шығайын деп тұр ғой. Мынау. Енді оны қалай табам? Ол үшін мен биіктік түсірем. Иә. Қараңыз, мына жерде x болса, қай жерде x болмай ма? Онда мынау да x болады, келсесіз ба? Иә. Мынау да x болады. Дәл бағана сияқты ғой, мына жер, мынау 90 ғой, и так 90 биіктік. Онда мынау 45 болмайды ма? Өйткені 3 бұрыштан 2 бұрыштан қосыңыз 180 ғой. Сонда мынау типа тең берілі 3 бұрыш қой. Онда мынау мен мынау тең, келсесіз ба? Мынау да x. Сосын мынау биіктік мынаған тең болады всегда. Өйткені биіктіктер тең ғой, тікбұрыш трапеция. Онда x автоматын 3. Келсесіз ба? Да. R-ді мен тауып алдым 3 екен. Енді үлкен R-ді табу үшін 2-ке 3-ті өйтем. 2 есе үлкен ғой, 2x. 6 болады. Дұрыс па? Енді орнына қоя салайық, айта қойыңыздар. 3-тен 1. Пи көбейту 3. Көбейтілген 36 квадрат, 6 көбейтілген 3 квадрат. Солай ма? 3 пен 3 кете берсін. Пи. 36 қосылған 18. Қанша болады? Қосылған 9. 63. 63 бекен? Иә. 63 пи жауап Б. 63 пи. Б жауабы. Хорошо? Кеттік. Ең соңғы былай қарағанда оңай көрінетін, бірақ былай қарасаңыз күрделі көрінетін есепті көрейік. Жақша ашсаңыздар, төртеуінде x 4 дәреже болып кетеді, иә? Иә, жақша ашуға болады, сосын плюс 15-ті, минус 15 деп былай жіберіп, бағанадай бос мүшенің бөлгіштерімен шығаруға болады. Бірақ ол ұзақ болып кетеді. Одан да оңай есеп бар. Именно осыған ұқсас есеп 8-ші кластың алгебра кітабында бар. Осындай есеп көрген болатынмын. Қалай шығарам? Былай жасайын. Мына жерге мен жазып алайын. Жаңа айнымал енгізбейміз. Жаңа айнымал енгізсек, сразу есеп күрделі болып кетеді. Хорошо? Жаңа айнымал енгізгенде пайда жоқ, бәрібір мына жер қиын болып кетеді. Не істеймін? Мен былай жасаймын. Мына сандарға қараңыздаршы. 1, 2 және 3. Солай ма? Мынаумен мынаны көбейтем. Яғни, мына екінші ақша мен үшінші ақшаның орындарын ауыстырамын. Қазір не үшін екен көресіздер? Сосын, біріншісімен екінші ақшаны көбейт жерем. Жақша ашыңыздаршы. X квадрат минус 2x. Кетесіз ғой? Енді мына екеуін өзара ашыңыздар. X квадрат минус 4x. Минус 4x болып кетті ма? Минус 4x. X минус 4x. Минус 4x плюс 3. Ашыға келсем, мысалы, мынау минус 4x деп тұрса ғой, мына екеуі бірдей болу керек еді. Қай жерден қателесіп тұрмын? Әлде мен басқасын алуым керек. Жоқ, x пен x минус 3-ті алуым керек екен ғой. Қаз. Орындарды ауыстырып алайын. Не, қаз айтам. Былай жасайын. Мынау мен мынау, иә?
x Ага. 3, x минус 1, x минус 2. В общем, келмей қалса осылай өзара ауыстырып аласыздар. Енді мынаны ашып көріңіз. X квадрат минус 3x қой. Мынау x Ага. квадрат минус 3x плюс 2 болады, дұрыс па? Минус x минус 2x-ті минус 3x деп сразу жаз. Тең 15. Енді қараңыз, екеуі де x квадрат минус 3x деп басталып тұр ма? Иә, бір ұқсастық бар ғой. Демек, енді жаңа айнымалы енгізсек есеп тез шығады. А деп аласылай. Сонда мынау а көбейтілген а қосылған 2. Плюс 2. Келсесіз ба? Мгм. Жақсы жеріңіздер. А квадрат қосу 2 Тең 15. а минус 15 тең 0. Век пен жауабын айта салыңыздар. Мен даусым естілмей кетті ма? Естіліп тұр. Жауап 3 пен 5. Иә? Иә. Бірақ минус 2 шығу үшін 3-тің алды минус, өйткені плюс 2 деп тұр ғой. Енді не істеймін? Енді орнына апарып қоя саламын. Ал айта қойыңыздар. X квадрат. X квадрат минус 3x тең минус 3. X квадрат минус 3x плюс 3, я? Тең 0. Давайте эксперимент. 3-тің квадрат 9 минус 4 көбейтілген. 1 көбейтілген 0-ден кіші болып қалады ғой. Жауап жоқ. Келесі, x квадрат минус 3x тең 5. X квадрат минус 3x, я? Минус 5. Тең Минус 5 тең 0. D тең 9 плюс болып кетеді ғой. 4 көбейтілген 1 көбейтілген 5. 29 бола ма? Ой, Иә. 29. Мен бір жерден қателесіп отқан жоқпын ба? Аз көрейік. Көріңіздерші. Бетке сағанда минус 5 болмай ма? А, құдай-ау. 3 пен минус 5 болмай ма? Ау. А, минус 2, 3 пен минус 5 екен ғой, кешіріңіздер. Минус 2 шығу керек қой. Мұнда мынау плюс 3 болады, мынау минус 5 болады, иә? Иә. Есе бір жер дұрыс емес. Мынау плюс 3 қой ма? Так. X квадрат минус 3x минус 3 тең 0. Давай. 9 плюс 4 көбейтілген 1 көбейтілген 3. 12, 21 бола ма? X 1, 2 тең 3 плюс минус түбірасында 21 бөлінген 2, я? Мынаны көрейік. X квадрат минус 3x плюс 5. D тең болады 9 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 5. 0-ден кіші болып қалды ғой. Жауабы жоқ. Сонда есептің жауабы 3 плюс минус түбірас 21 бөлінген 2. Қай жауап? А жауабы. А жауап. Все, тест талда осылай аяқталды. 30 есеп шығардық. 2,5 сағат шығарыппыз ғой. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Даусым естілмейді. Жоқ, көп рахмет. Сау болыңыз. Түсінікті болды ма сіздерге? Түсінікті болды. PDF-пен жіберейін ба? Керек қой, е? Иә, керек. Болды, рахмет. Хорошо, қазір жіберем онда. Жақсы? Иә, керек. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Хорошо.